Қалдарыңыз қалай, достар? Даусым жақсы естіліп тұр ма? Жарқыта алдыңыз. Рахмет. Так, қазір адамдар кішкене жиналып алсын. 1-2 минут. Одан кейін сабағымызды бастайық. Бүгінгі эфирді телеграмға канал бар ғой, мой деген, соған жазып салам ба деп ойлағам аудиосын. Телефон сындырып алдым, істемей қалды. Қазір ғана. Сонымен ол каналға салынбайтын болып қалды. Мен даусым жақсы естіліп тұр ма сіздерге? Мына микрофон істемей ма, не бәле? Хотя этот микрофонмен тұр. Мен бар ғой, уже 35-ші микрофон алған шығарым. Бәрі істемейді. Или мен. Былай сөйлесем естіледі ма? 5 жыл істемейтін микрофон алып алам ба? Немене бәле? 3-ші микрофон ол. Осылай жақсы естіле ма? Эфирді сақтауға тырысамын. Бүгін біз жалпы переход туралы айтатын боламыз, және соңында техниканы жасайтын боламыз. Значит, на микрофон істемейді. Бұны мен недавно ғана алғам. Жалпы менде ондай техниканы құртып тастай беретін энергия бар. Вечно істемей алады. То холодильник, то даже анау машинаның магнитофонына дейін істемей қала береді ол. Көтеріп қою керек былайынан. Диана, сізде энергия көп, и техника соған шыдамайды дейді. Кішкентай кезімнен сондай. Мен жататын комнатаның светі күйіп, соңында ол үйдің светін ешкім жасамайтын болды ғой. Сол комната әлі светсіз тұр. Так, Жанте, қалай? Бүгін біз жоғарғы әлемнен алған ақпараттармен бөлісетін боламыз. Так, жалпы біз бүгін переход жайында әңгіме айтатын боламыз. Рахмет, Жанте. Біздің үйде де сондай ауыстырмаймыз дейді. Так, бүгін переход жайында, жалпы переход деген не, қалай өту керек, ол жерде қандай дүниелер болады, тәнде, денеде қандай өзгерістер болатындығы жайында, одан кейін жаңадан толып жатқан альфа балалар жайында әңгіме айтатын боламыз. И в конце
бізге осы переходты оңай жасауға көмектесетін бір техникамен бөлісетін боламыз. Жалпы бүгінгі алынатын ақпараттардың барлығы жоғарғы әлемнен алған ақпарат. Мен бұл ақпараттарды ешқай жерден оқымадым, ешкімнен естімедім. Мүмкін тура осы ақпаратты айтып жүрген адамдар да бар шығар, бірақ мен бұл ақпараттарды мына жоғарғы кеңістіктен көрген болатынмын. Қазір сол ақпараттармен сіздермен бөлісетін боламыз. Так, Азамат, если что, эфир қатып атса жазасың ғой, менің мынау 80-80-ге жазбасаң, мына телефоным өмірі аяқталды, переход жасап бітті. Так, жалпы переход дегеніміз не? Қазіргі кезде барлығы шулап жатыр, переход жайында барлық жан естиді. Жерге келген кездегі, вот қазір 8 миллиард адам бар ма? 8 миллиард адамның барлығы толықтай переход туралы естиді. Жоғарғы әлем осындай әртүрлі Инстаграм болсын, әлеуметтік желілер болсын, адамдар арқылы барлық 8 миллиард адамға переход жайында естіртеді. Естімедім деген жан, естімедім деген құлақ қалмайды осы переход жайында. Және осыны естіп отырып, адам переход жасауды таңдайды ма, таңдамайды ма, бұл уже душаның өзінің выборына байланысты болады. Яғни ғаламның бірінші жұмысы бұл переход жайлы барлық адамдарға естірту. Құдайдың алдына барғанда, ойбай, мен естімей қалдым деген нәрсе болмайды. Әйтеуір матрица арқылы біреуден бірдеңеге жолықтырып естіртіп жатады. Бұл ғаламның бірінші жұмысы, ал ары қарай жұмысқа Құдай да, ғалам да, жоғары күштер де, тәлімгерлер де араласпайды. Оянуды, не болмаса ары қарай ұйқыға кетуді душаның өзі таңдайды. Ояну процентін барлық адамдар, барлық жандар таңдай бермейді. Себебі бұл оңай дүние емес. 8 мың жыл бойы біз қараңғы дәуірде өмір сүрдік қой. Сол қараңғы дәуірден бір ғұмырда өтіп кету, бұл негізі өте қиын нәрсе, бірақ мүмкін нәрсе. Біз бұрында ескі дәуірде біздің өзіміздің темная сторонамызды качать ету үшін 8 мың жыл бойы перевоплощаться еттік. Енді қазір осы 8 мың жылдың итогын шығарып, дальше оянып, жұмақ санасына кетеміз ба, жоқ әлде тозақ санасына кетеміз ба, бұл адамның өзінің таңдауында. Бұның барлығын бізде дінде айтып кеткен, ақыр заман уақыты деп. Қазір біз осы ақыр заман уақытында өмір сүріп жатқан адамдармыз. Ақыр заманды біз бірақ тігінен прямой түсіндік, өліп өлгеннен кейін барып өлілер қайта тіріледі деген сияқты, одан кейін барып Құдай бөледі, сен тозақ жұмаққа кетеді деген сияқты, сондай қылып бізге сипаттады. Яғни діндегі дүниенің барлығы, біз оны сана деңгейіміз төмен болғандықтан барлығын прямой түсіндік, бірақ шын мәніне келген кезде бұл санада болатын переход екендігін түсіндік. Жалпы переход бұл сананың кеңеюі. Бұл переход сыртқы әлемде болмайды. Бұл бірінші сана деңгейінде болады, ой деңгейінде болады, ішкі сезімдердің деңгейінде болады. Біздің сыртқы әлемімізден қарағанда, ішкі әлеміміз өте кең, өте күрделі механизм. Барлығы біздің ішкі әлемімізде, біздің санамызда орналасқан. Ал сыртқы әлем, осы ішкі әлемімізде не бар, соны отражать етеді болды. Оның жұмысы сондай. Получается, біз өзіміздің ішкі әлемімізді ретке келтіруіміз керек. Переход уақытында барлық адам өзінің ішіне үңілетін болады. Өзінің бірінші кезекте травмаларымен кездеседі, өзінің сезімдерімен кездеседі, өзінің кім екенін таниды деген сияқты ізденіс жолы болады. Яғни осылай жүреді. Жалпы переход бұл әр уақытта болған. Бұл ғаламда ең бірінші рет болып тұрған нәрсе емес. Тек қана біз сана деңгейінде 4-ші өлшемнен 5-ші өлшемнің переходы ғана бұл ғаламда жерде бірінші рет болып тұр. Бірақ бұған дейін жерде переходтар болған. Ең бірінші адамзат бұл бірінші Д-да өмір сүрді. Жалпы жердің өзіндік қуат көздері болады. Яғни жермен бірге жер планетасы деген бұл тірі механизм ғой. Біз сол тірі механизмді өмір сүреміз. Осы тірі механизм өзіндік планеталық даму процесі болып жатыр, яғни эволюциясы. Осы жердің үстінде тұрып бізде де эволюциялық процестер болып жатыр. Бұрынғы кезде адамдар бірді матрицада өмір сүрді. Бірді матрицада бірді матрицада бізде не болды?
Я не знаю комментарияны қалай өшіретінін. Все. Бірді матрицада бізде физикалық тело өте қатты дамыды. Біздің денеміз өзгелерге ұқсамайды, өте ерекше, уникальный нәрсе ғой, бұл бізде аппарат деп айтсақ болады. Бұған дейін барлық рассаларда, барлық бізбен бірге өмір сүретін, параллель өлшемде өмір сүретін өмір тіршілік иелерінде бұндай тело болған жоқ. Олардың бейнелері әртүрлі болды. И осы физикалық денені жоғарғы күштер қалыптастыру барысында ең күшті уникальный телоны ойлап тапты. Ол адамның телосы, яғни біздің теломыз. Біздің теломыз и тонкий болады, и андай бір барлық информацияларды считывать ете алады. Құдайдың бейнесіне сәйкес, яғни Құдайдың материализация етілген түрін жаратты адам деп. Бірінші жоғарғы күштер, рухтар бұның физикалық телосын қалыпқа келтіруіміз керек. Біз вот осындай телоны создавать етіп қойдық. Енді бұл практикада қалай жүзеге асыру керек деген сияқты жерді создавать етеді. Жерге осындай денеге ие жаңаға өздерінің создавать еткен проекцияларын жерге түсіреді. Содан кейін бізде бірінші д-ді біз проживать еттік. Яғни бір д-да біздің физикалық теломыз дамыды. Яғни машинаны көреді ғой, қалай жүретіндігін, солай тексеріп көрді. И барлық фокус ол жерде физикалық телоны дамытуға арналды. Ол жерде сана, жүрек, махаббат деген нәрсе жоқ болды. Тек біздің физикалық теломыз дамыды. Бұл дәуірлер тас дәуірі, қола дәуіріне тұспа-тұс келеді. Сол дәуірлерде күш бұл бірінші орында болды. Күші бар адам бұл самый лучший адам болып саналды. Яғни здоровый, қолынан көп келетін адамдардың барлығы былайша айтқанда хит болды. И барлығы сондай мықты болуға тырысты. Мықты бала тууға тырысты, күші көп адамды тууға тырысты. Әйел адамдар да күші көп еркекке үйленуге тырысты. Ертең мені жаудан қорғайды. Білегі андай жауырыны бір бәле деген бір сөз бар ғой. Жауырынды қақпақтай деген сияқты сондай адамдарды солай физикалық түрде дамытты. Яғни бірді да біздің физикамыз қатты дамыды. Қазіргі бұрынғы сол тас дәуіріндегі, қола дәуіріндегі адамдармен біздің физикалық теломызды салыстырсақ, өте үлкен өзгеріс бар. Яғни практика арқылы, эволюция арқылы біздің теломыз одан да жақсырақ, одан да мықтырақ болып шыңдала түсті. Осылай бірді да қалай өмір сүру керек, қалай балық аулау керек, қалай тірі қалу керек, бұл физикалық тело жерде қалай өмір сүру керек, ыстықтан қалай қорғану керек, суықтан қалай қорғану керек деген сияқты біз выживаниямен өмір сүрдік. Соған сәйкес осы бірді да өмір сүрген кезде бізге сыртқы қысымдар мықты болды. Сыртқы қысымдар, олар әртүрлі жануарлар, мамонттар, бізді жеп кете салатын аюлар, бізді жеп кете салатын қасқырлар деген сияқты сондай бір үлкен жануарлар, киттер, оның барлығы сол дәуірлерде көзге көрінетін болды. Қазір оны есіктің алдында жүрмейді ондай нәрселер, бұрында солай жүретін. Яғни бізді осындай бізден де күшті физикалық факторлар арқылы, яғни жануарлар арқылы екеуін күрестірді, біздің физикалық теломызды олардан да мықты етіп шығарды. Яғни біздің теломыз настолько уникальный, ол любой нәрсеге подстраиваться ете алады, любой бір формаға ене алады. Сөйтіп біздің физикалық теломызды мықты етті. Кейін бұл дәуірлер негізі 2000 жылға созылды. Бастапқысы сол жаңағы әртүрлі тас дәуірі, қола дәуірі деген сияқты. Кейін бұл бізде андай әртүрлі күшпен басып алу, күшпен унижать ету, әртүрлі елдерді шаба беру, құрып жатқан елдерді. Осындай бір күшті дамытты жерде. Күші көп адам, армиясы көп адам, әскері көп адам бұл жердегі құдай болып саналды. Одан кейін бұл дәуір ақырын құлдырады. Бұл уақытта да переход болды жерде. Яғни жер бірінші д-дан екінші д-ға ауыса бастады. Екінші д матрицаға. Екінші д-ға ауысқан кезде адамдарда уже более-менее стабильный бола бастады. Бұрынғыдай жануарлар жеп кетеді, қасқырлар жеп кетеді деген сияқты, аш қаламыз деген сияқты выживаниядан адамдар уже алшақтай бастады, цивилизациялар пайда бола бастады да. Бірақ адам емес, жалпы жер 2D-ға өтті. Жер 2D-ға өткен кезде оның үстінде өмір сүріп жатқан адамдар да автоматты тұрғыда 2D-ға өтеді. 2D-ға өткен кезде бізде не болды? Сексуалды энергия өте қатты көтеріле бастады. 2D-да самый хитовый адамдар 500 әйел бар, хан, 1040 әйел бар адамдар самый лучший болды. И бұл кезде
сондай бір сексуалды энергиясы мықты еркектер хит бола бастады. Адамдар соларға қарай бағына бастады, соларды пір тұта бастады, былайша айтқан кезде. И сол уақытта автоматты тұрғыда жерде көп әйел алу, жыныстық энергияны қалай болса солай шашу, көрінген еркекпен көрінген әйелмен жата беру, андай бір измена сияқты дүниелер көп тарала бастады. Яғни осы кезде жер өзіндік екінші д матрицаны качать етті. Яғни біз бірінші д-дан уже екінші чакраға келіп, сексуальный энергияны, ләззат алу деген сияқты нәрселерді качать ете бастадық. Бірақ ол кезде біздің санамыз әлі жауық болды. Сол себепті әртүрлі жыныстық қорлықтар, зорлықтар көбейіп кете берді. Бізде о бастап, бір д-дан бастап, жалпы жердің жаратылысынан бастап патриархат дәуірі басталды. Сол себептен күші көп адамдардың бәрі еркектер болды, сексуалды энергиясы көп адамдардың барлығы еркектер болды. И әйелдер всегда қорлық көріп жүрді. Ол уже планетааралық кармаға кіреді. Планетааралық кармаға кіріп кетеміз, оны қазір бастасам. Вот осылай жер екінші д-ға өтті да, өзінің сексуалды энергиясын качать ете бастады автомат тұрғыда. Жердегі дүниелермен проекцияланып, адамдардың сексуалды энергиялар көбейе бастады. Бұрынғы өмірлерде қарасаңыздар, бір қыз көшеге шықты ма, оның үйіне аман есен келуі екі талай болған. Оны обязательно жолда біреу зорлап, білген істеп кете беретін болған. Жесір әйелдердің барлығын зорлай беретін болған, қорлай беретін болған. Сол себептен бізде қазақ жерінде жаңағы не деп айтатын еді? Несіне үйленеді ғой, бауырына? Әмеңгерлікті қалыптастырған, яғни қыз балалардың рөлі всегда төмен болды. Еркектер көп әйел алды, білген істеді, барлық власть соларда болды деген сияқты. Яғни жер өзін екінші д-ға качать ете бастады. Одан кейін осы жаңа бірінші д-да біз мамонттарды, әртүрлі үлкен жануарларды көрген болсақ, екінші д-ға жер өткен кезде екінші д-да бізде қасымызда жындарды, шайтандарды барлығын көретін болдық. Кәдімгі мынау үшінші көзбен емес, екінші көзбен көрінетін болды. Яғни адамдар сол күштермен бірге өмір сүрді. Және екі д-да өмір сүретін бұл русалка сияқты біз үшін қазір аңыз ертегі болып саналатын дүниелер сол заманда болды. Яғни бұл жаңағы Сүлеймен пайғамбарлардың уақыттарында. Сосын бізде қазақта көп білеміз, біздің аталарымыз сондай күштерді басқарған, жындарды жұмсап жіберетін болған деген сияқты. Здрасте. Насчет чего? С компании приехал. Про фанки-таун же знаете, детский центр, который... Нет. Неинтересно. Нет, не интересно, спасибо. Хорошо, нет. Вот. Кешірім өтінемін, ескілі болырет. Вот, яғни біз екі д-да сол күштермен бірге қатар өмір сүрдік. И сол вот русалка мен Сүлеймен пайғамбардың арасындағы болған оқиғалар, сондай дүниелердің барлығы осы екі д-да болған. И біздің ата-бабамыз бұрында соларды управлять ете алған, потому что олар кәдімгі екі көзге көрінетін. Одан кейін жер потихоньку 3D-ға өтті. Осы 2D-мен 3D-ға өтетін уақыт аралығында тоже бізде переход болды. Бұл Нұх пайғамбардың тұсында болған нәрсе. Нұх пайғамбар ол жерде андай метафорический тұрғыда айтады, ол кемеге адамдарды шақырды. Келгендері келіп, олар құрлыққа шығып кетті, ал келмегендері су басып кетті деген сол жаңағы неге байланысты. Переходқа байланысты. Яғни сол Нұх пайғамбарлардың барысында 2D-дан 3D-ға ауысатын переход болды. Ол жерде де адамдарда выбор болды. Жаңағы Нұх пайғамбардың кемесіне отырып 3D-ға переход жасайды ма? Жоқ, әлде сол жақта қалып, одан да төменгі өлшемге кетеді ме деген. Получается, осы жерде отырған адамдардың барлығы сол жерге келісіп, переход жасауға келіскен адамдар. Сөйтіп, 2D-дан 3D-ға ауыстық. Енді 3D-ға ауысқан кезде жерде самый крутой адам кім болды? Ақшасы бар адамдар болды, я? 3D бұл материя. Ақшасы бар адамдар, миллион ақшасы бар, той жасау, бір-бірімен жарысу, бір-бірімен күресу, бір-бірінен қалмау, брендовый киімдар шығу, оларды бәленбай миллиардқа алу, сонымен көрсетіп мақтану деген сияқты нәрселер жүзеге асты. Яғни біздің өмір сүрген 3D-да. Бұл жерде тоже бізде саны төмен болды. Сол себептен ақша үшін біреуді өлтіріп кете салды, ақша үшін ақшасы бар адам барлығын сатып ала бастады, билікті де, жүйені де барлығын сатып ала бастады. Бүкіл әлемді ақшасы бар адамдар управлять ете бастады. Яғни жер өзінің 3D матрицасын качать етті. Енді
біздің осы поколениянын жартысы 3D-ның соңында туылған, жартысы 4D-ның басында туылған поколениялар, иә. Өстіп бізде переход бола бастады. Қазір 3D-дан 4D-ға өтетін переход, яғни біз переходта туылғанбыз уже, біз туыла салып, сол переходта туылдық уже. Яғни қазіргі кезде бүкіл ғалам осылай 3D-дан 4D-ға ауысты. 4D-ға ауысқан кезде бұл бізде жүрек чакрасы. Адамдар жаппай ізденіп өздерінің жүректерін аша бастады. Жүректерінің кірін жуа бастады. Осы уақытқа дейін мынау 1D-да көрген қиянаттар, 2D-да көрген қиянаттар, 3D-да көрген қиянаттардың барлығы жүректе жауып тұрды. И содан бұлар олардың шешімін тауып жүрегін жуа бастады, былайша айтқан кезде. Бұл физикалық әлемде қалай көрініс тапты? Адамдар жаппай іздену, жаппай оқу, психология, нумерология, кармология, радиология, астрология, космоэнергетикасы деген сияқты әртүрлі ғылымдардың осы уақытта туылуы бекер емес. Яғни бұл ілімдердің барлығы біздің мынау қатып қалған жүрегімізді жібітуге алып келді. Сөйтіп біз әртүрлі психологиялық ілімдерді, білімдерді іздей бастадық. Жаппай рухани ояну процесі бола бастады. Сөйтіп біз енді қазір получается 4D-дан 5D-ға өтіп жатыр. Енді қараңыздар, бұрында 1D-да келесі 2D-ға өтудің аралығы бұл 2000 жылға созылған. Потом 2D-дан 3D-ға өтудің аралығы тоже 2000 жылға созылған, минус плюс. 3D-дан 4D-ға өтудің аралығы тоже 2000 жылға почти созылды, қара дәуір. Енді қараңыздар, біз қазір 4D-дан 4D-ның басы мен 5D-ның почти 3 поколенияны бірдей көріптік. 3D-ның соңын, 4D-ні полностью и 5D-ні көріп атырмыз, иә. И бұл кезде уақыт жерде жылдам өте бастады. Бұрынғы 2000 жылға созылған переходтар қазіргі кезде жылдам 50 жылда уже бір переход өтіп кетеді. Яғни біз солай бұрынғыдай ұзақ емес, тез қазір переход жасап жатырық. Сол себептен де жердегі уақыт өте жылдам өтіп жатыр. Әйтпесе біз 3D-дан 4D-ға өту үшін бізге 2000 жыл өтті, бұны өткіздік. Енді 4D-дан 5D-ға өту үшін бізге опять 2000 жыл күту керек болады. Ол 5D-дан 6D-ға өту үшін опять 2000 жыл күту керек болады. Одан жоғары көтеру үшін опять 2000 жыл күту керек болатын. Бұрынғы уақытпен санаған кезде. Ал қазір уақыттың жылдам өтуіне байланысты бүкіл мынандай нені ашып қойды, жоғарғы чакраларды. Вы можете на жерде қалуға, 4D-да қалуға сізде выбор бар. 5D-ға өтуге выбор бар, 6D-ға өтуге выбор бар, 7D-ға өтіп, ары қарай истокқа кетіп қалуға да тоже сізде выбор бар. Бұлардың каждыйына 2000 жыл қазір керек емес, потому что уақыт басқаса жұмыс жасайды. Но бізде қазір самый важный нәрсе бар, біз 5D-ға өтуіміз қажет. 5D-дан кейін сіз осы жерде қаласыз ба, қалмайсыз ба, или ары кетесіз ба, уже сіз білесіз, өзіңіз білесіз. Вот 4D-да бізде осындай рухани ізденістер пайда бола бастады. Бірақ бұл дәл центр. Мына жақта да бар, и мына жақта да бар дәл центр. Осы жерден бастап адамдарға сәл рухани ояну қиындау бола бастайды, переход жасау. Ал мына жақтарда переход жасау оңай болатын. Ал қазір қиындау болып тұр, потому что выбор бар. Дәл ортада тұрық біз. Сол себептен біз оянуды да таңдай аламыз, оянбауды да таңдай аламыз. Қазір айтатын болам, оянсақ не болады, оянбасақ не болатын. Мына жерде басталғанда бізде матрица қиын ойындарды, до этого бізде жоқ болған ойындарды, до этого біздің жанымыз ойнап келмеген ойындарды бізге қоса бастады. Бұл қандай ойын десек, бұл духовный маскалар. Яғни адам аш болып келеді да рухани нәрсеге, психологияға, бүкіл ілімге, нумерологияны, кармологияны бәрін оқиды, проработка жасайды, барлығының шешімін түсінеді, ұғынады. Бірақ ол сана деңгейінде ғана қалып қалады да, и сол кезде ловушка күтеді адамды. Сен уже экзамен тапсырасың мына жерде. Вот сен 10 жыл бойы оқыдың әртүрлі ілім-білім ғылымдарды, вот теперь тебе экзамен. Оқсы экзаменнен қалай өтесің дейді. И сіздерге мынандай бір кедергі қояды. Ол кедергі қалай? Ол кедергі осуждение арқылы шығады. Мысалға, 10 жыл бойы рухани ілімді алып жүрген адам бір моментте мен бәрінен күштімін, мен ол білімді біліп тастағам, баяғыда оқып тастағам, сен енді айтып отырсың ба, менен баяғыда қалған ол нәрсе, андай бір
эго көтеріле бастайды мына жерде, эго прям қатты көтеріле бастайды. Сосын ана бір жерге барып алады да, ана деген мамасымен отношениясы дұрыс емес екен, анада мынандай травма бар, анада мынандай, оның туған күні 9-ында, ол деген бүйтеді, мынау деген сөйтеді, андай мен бәрінен өтіп кеткем деген бір эго пайда бола бастайды. Бір жерге барып отырып алады да, бәріне бүйтіп қарап отырады. Сен деген білесің ба? Сен деген папаңмен жұмыс жасай, сен деген мамаңмен жұмыс жасай, сен деген бүйтсей, сен деген сөйтсей деп өзінің бір дүниесін елге пихать ете бастайды. Одан кейін конфликт бола бастайды. Мамасын осуждать ете бастайды, жақындарын осуждать ете бастайды деген сияқты. Мен өзінің ілімін елге пихать ете бастайды. И осы жерде мен бәрін білем деген маска пайда бола бастайды. И осы кезде адам сәл-пәл материалдық әлем, енді 3D мен 4D'нің ортасы ғой бұл, материалдық әлем мен духовный әлемді екеуін бір-біріне тең ұстайды, былайша айтқан кезде. Содан кейін жаңағындай хит бола бастайды бүкіл дүниелер. Адамдар жаппай ойына бастайды, жаппай проработкалар жасай бастайды, жаппай түсіне бастайды. И анда экзаменға келген кезде барлығы сол жерде қалып қалады. Барлығы емес, әрине, душаның уровеніне байланысты көбісі сол жерде қалып қалады. Өзін андай түсінбейді. Или бесконечный проработкалардың несінде қалып қалады. Чуть бірдеңе болса, вот мен чуть бір нәрсе болды ма, жүгіріп барып кармологқа барады. Чуть бірдеңе болды ма, жүгіріп барып чакрологқа барады. Чуть бір нәрсе болды ма, жүгіріп барады да радологқа барады. Чуть бірдеңе болды ма, жүгіріп психологқа барады. Өзін жоғалтып алады ондай кезде адам. Вот маған кармолог бүйтіп айтты, мен бүйтіп істеуім керек. Вот маған нумеролог бүйтіп айтты, мен бүйтіп істеуім керек. Мен сөйтіп істеуім керек дейді да. Өзіндік ойын, өзіндік қалауын, өзіндік шешімін барлығын тұншықтырып тастайды да, біреудің миын арендаға алып өмір сүре бастайды. Сосын өмірінде бір ситуация болса, ол ситуацияға андай тереңірек кіріп қарамайды. Ол ситуацияны алдын алып прорабатывать етіп тастайды да. Сосын ана жерде пустой болып қалады. Потом ол жерде бір өту керек сабақ болса, жарайды, ол солай болу керек шығар дейді. Ана сабаққа глубоко кірмейді, и сосын бір иллюзияға түсіп кетеді. Осы жерде осындай адамдарда сабақ басталады. Яғни тексеріс деп айтады, былайша айтқан кезде. И адам осының да уровенінен өтіп кету керек. Бірақ осы уровеньда көп адамдар қалып қалады. Бұл бізде саты. Бұл сатыдан өтпей, келесі сатыға адам өте алмайды. Яғни адам жаңағы ілімдерді, білімдерді пайдаланып, оқып, өзі толығымен түсініп барып, келесі сатыға өтеді. Оны түсінбей, мысалға проработка жасамаған адамдарға прошлое воплощение сен бүйтіп істегенсің десе өтпейді, потому что на жерде ол телодан прорабатывать етілмеген, шықпаған. И прошлойдың санасы ол адамға кірмейді. Сол себептен бізде проектта более проработанный, более ізденген, оқыған адамдар ғана өтеді. И сол адамдарға прям жұтады. Ал ондайлардан секіріп келген адамдар түсінбейді, не ол, не жасадыңдар, ертегі тыңдаған сияқты тыңдайды да шығып кетеді. Поэтому бұл нәрсенің барлығы нормально. Болу керек нәрселер. И осы уровеньнан өткеннен кейін дальше бізде 4D мен 5D'нің измерениясы басталады. Самый ужасный нәрсе, знаете, ужасный емес, самый сложный нәрсе вот осы 3D кезінде қасиеттің ашылып кетуі. Сана әлі белгілі бір дәрежеге жетпеген, жүрек әлі полностью кірінен шықпаған, бірақ қасиет ашылып кеткен кезде цирк басталады. Өстіп адамдардың барлығы қазір рухани оянып, ізденіп, әртүрлі ілімдерді, білімдерді барлығын түсініп, оқып, енді қазір 4D'ға өтті. Олар более-менее түсінеді барлығын. Жаңағындай проверкасынан өтеді. Проверкасынан өткен екен уже 4D мен 5D'нің ортасы болады. Қараңыздар, 3D мен 4D'нің ортасында сәл бізде ақшамен араласқан махаббат болады. Мысалға, бұл жерде адамдар енді хит болып жатыр ғой, типа бүкіл бағыт осы бір рухани ілімге, эзотерикаға қарай кетіп бара жатқан кезде ішінде автоматты тұрғыда сол жаққа барлығы кетеді. И сол жерде сұраныс көп болғандықтан ол жерде әртүрлі сол сұранысты қанағаттандыратын мамандар пайда бола бастайды. Ол мамандардың кейбіреуінің шынымен де таланты бар, кейбіреулер шынымен де бір белгілі бір миссиямен келеді, ал кейбіреулері миссиясына қосып плюс
ақша табудың көзін іздеп кетеді. Бұндай кезде қалай болады? Олар адамдарға көмектеседі, шынымен де адамдарға көмектеседі, бірақ 50% көмектессе, 50% артында жаңағындай ақша табу, потому что 3D-ның энергиясы бізде әлі полностью кеткен жоқ. Ақша табу деген нәрселер болады. Бұндай кезде қалай болады? Бір-бірімен коллаборация жасау, таргет жіберуім керек. Так, мен психологпын, маған мамандар келмей қалды. Мен деген бір нәрсе істеп реклама жасауым керекпін. Ана блогерға бірдеңке проработка істеп беруім керекпін. Потом ол мен реклама жасаса, одан примерно 20 адам түссе, одан кейін мен таргет жіберсем, потом мына жақта Инстаграмда бір нәрселерді істесем, осылай адамдар келеді дейді. Сосын белгілі бір адамдармен жаңағы аудитория үшін, бір нәрсе үшін жұмыс жасай бастайды. Бұл шындық нәрсе. Барлық адам солай өтеді. Потому что бұл жерде 3D полностью әлі кеткен жоқ. Полностью адам бір рухани салаға кеткен жоқ. Рухани саланың артында сондай бір таласу, клиент жинау, әртүрлі бір рекламалар жасау деген сияқты дүниелер тұрады. Белгілі бір дәрежеде. Ал уже 4D-ға өткен кезде ондай нәрселердің барлығы өздігінен болады. 4D-дағы адам ауысқан кезде қалай болады? Адамдар уже түсінеді, что адамның барлығын бір протоколға тығалмайтындығында. Адамның настолько уникальный, каждый адам әртүрлі, ол адамға бірде одно и то же протоколдың сәйкес келмейтіндігін түсінеді. Мысалға, не үшін мен бұл сәтте айтамын, бұрынғы ілімдер, білімдер бұл болашақта жұмыс жасамайды деп. И соны естіген кезде психологтар маған атаковать етеді, не айтып отырсың, сен деген деп. Если это триггерит, значит, там что-то бар деген сөз. Бұл кезде 3D-да, 4D-да уже психологиялық техникалар сәл слабыйлау болады, 5D-да вообще олар жұмыс жасамайды. Не үшін? 3D-да психология күшті жұмыс жасайды. Потому что ол сол поколенияға арналған ғылым. Потому что жалпы ілімдер бұл белгілі бір протоколға тығады. Мысалға, сізде женская энергиямен проблема. Өзіңізді еркек сияқты сезінуіңіз мүмкін. Женская энергиямен проблема, и сіз сол женская энергиямды ашамын деп жаңағы белгілі бір маманға барасыз. Ол маманның оқыған протоколында әйелдердің бәрі женский болу керек, әйелдің бәрі воздушный, пышный, кішкене сондай бір блондинка болу керек деген сияқты нәрсені оқыды. И ол кісі соны дұрыс деп ойлайды. И сіз оның алдына еркек құсап келіп тұрғанда, с тобой что-то не так, сені деген қазір әйел ғып шығарамыз дейді да, и начинает әртүрлі техникаларды, проработкаларды пайдаланып, и сізді әйел ғып шығарғысы келеді. Сіз бірақ ол жерде әйел болып шыға алмайсыз. Потому что у вас есть карма прошлого воплощениядан. И сіз мына жерде бәрі деген әйел болып жатыр, бәрі деген керемет болып жатыр, сыйлық алып жатыр күйеулерінен, мен деген әлі жүрмін, айнаға қараған сайын өзіңді жек көріп, айнаға қараған сайын семіз сияқты даусыңды жек көріп, бүкіл болмысыңды жек көріп, одан арман хуже болып кетеді. Или вот мынандай нәрсе бар. Бір кісіде, например, ол кісі вечно чувство винымен жүреді, чувство долгамен жүреді. И ол кісінің чувство вины, чувство долгасын прорабатывать етіп, баланста ұстауға болады. Бірақ оны жоқ қылып жіберу мүмкін емес. Оның ізі по-любому тұрады. И адам тұрады да вечно проработкалар жасайды, вечно анау сезімдерінен құтылғысы келеді. И ол ойлайды, что одан что-то не так деп. Ал психологияның протоколы бойынша адам ондай нәрсені чувствовать етпеу керек. И тұрады да, мына адам сол техниканы жастай береді, бірақ ол одан кетпейді, одан кейін тағы да жасайды, ол одан әлі кетпейді, сонымен вечно анандай бір кругтың ішінде жүреді. Қарасаң, 10 жыл өтіп кеткен, сен одно и то же чувство винымен жұмыс жасап жүрсің. Ол чувство вины сенен кетпейді. Почему? Потому что сенің прошлойыңда карма бар. И адам, бізде психологияда бұл бәрі протокол, жалпы ілімдерде бәрінде протокол, и барлығының белгілі бір типі бар. Барлық адам мынандай болу керек, әйелдер мынандай болу керек, еркектер мынандай болу керек, анау сондай болу керек, мынау мындай болу керек деген протокол бар. И барлық адамды сол протоколға сәйкес қылып жасауға тырысады. Бірақ адам 4D-дан 5D-ға өткен кезде түсінеді, что әрбір адамның уникальный екенін. И мына адам сенің алдыңа еркек құсап келіп тұрма, сен оның женская энергиясын ашсаң, сен оның кармасына кіретіндігін түсінеді.
Ананың чувство винын алып тастасаң, сен оның кармасын, сабағын аяқтауға кедергі келтіріп тұрғанын түсінеді. И адамның уникальный екендігін түсінеді. Почему? Мысалға, мынау еркек сияқты болып тұрған, келіп тұрған адам вечно 30 жыл болды женская энергиясын качать етіп жүрген, но ничего не получается. Почему? Потому что прошлого воплощениясында бұл кісі жаңағы екідеда өмір сүрген кезде сексуальный энергиясымен барып бүлдірген. Мыңғырық адамды зорлаған, мыңғырық қызды жылатқан, қарғыс салған, и осы өмірде ол автоматты тұрғыда сексуальный энергиясын жауып блоктап келеді. И не болады, если бы блоктамай келсе, ана өткен өміріндегі ошибкасын қайтадан қайталайды. Ол управлять ете алмайды сексуальный энергиясын, потому что непроработанный опыты бар, незавершенный опыты бар, и душа астралға түсіп кеткен, и оның женская энергиясын сен никак аша алмайсың. Мына жері ашылмайынша, санасы ашылмайынша. И получается 30 жыл. Адам андай психология арқылы біз балансты ұстауымыз керек барлық сезімдерді. И барлық сезімдер никогда жоқ болып кетпейді. Потому что оның барлығының өзіндік орны бар. И когда 5-да, уже 4-ді мен 5-дің ортасында сен түсінесің, что бұл адамға не надо женская энергиясын качать етіп, әртүрлі бір сексологтарға барып, әртүрлі бір качать ететін бір нәрселерге бара берудің қажеті жоқ. Если мынау ашса, мынау өмірдегі опытын дұрыс совершать етпейді. Мынау ошибкасын қайталайды. Поэтому туда вообще не надо кірісіп. И то же самое екінші, вечно чувство долгамен жүретін адам. Ол просто так чувство долгамен жүрмейді. Оның чувство долгасын алып тастауға, балансқа келтіруге белгілі бір мамандар көмектеседі. Но ол как будто базовый бәрібір андай гемостазный чувство болып тұрады. Оны біз алып тастай алмаймыз. Почему? Потому что ол прошлый воплощениеде елдің бәрінен қарыз алып, қайтармай, білгенін жасап жүрді. Енді осы өмірде автомат тұрғыда біреу не так қараса, өзін, мен не істеп қойдым, бір нәрсені дұрыс айтпадым ба деген сияқты чувство виныға кетіп қалады. И получается, ол адам сол чувство вины арқылы өткен өмірдегі кармасын өтеп жүрген болуы мүмкін. И ол адамға сен мына чувствоңнан барлығынан арыл деп айта алмайсың, просто маман ретінде оны балансқа келтіріп бере аласың. Если ол сол чувство вины алып тастаса, сендер бәрің маған міндеттісіңдер, сен немене маған көзіңді бүйтіп қарап тұрсың деген сияқты прошлый воплощениедағы точь-в-точь характері қосылып кетеді. Ол сол характерді, вот чувство винымен жүрма, соны любить ету керек. Ол просто так болмайды адамда. Вот сондай. И осы 4-даға өткен, уже бұл жерде жаңағындай нелер өтпейді. Эмоциялар. Оларды алып тастай алмайсың. Но уже кармасын көре аласың. Не үшін олай істегеніңді. А вот когда сен өткен өмірде карманы көрген кезде, көріп, түсініп, бір балансқа, уже сен ішінде андай күрес болмайды ол кезде. Бірақ сен ол күресті тоқтата алмайсың, мынау психологтарсыз. Бірінші психологтармен проработка істеп келесің, әртүрлі мамандардан проработка істеп келесің, барлығын телаңнан шығарасың, балансқа келтіресің да, вот 5-ға келген кезде ғана сен оны архивке жібере аласың. Керек кезде ғана қосылады, керек емес кезде оны базовый чувство сияқты ноет етіп, нервыңа тиіп тұрмайды. Вот осыны жаңағы ілімдерден өтпей түсінбейсің. Көп адамдар осы бір мамандардан секіріп кетіп, бізге келгісі келеді, бірақ ол кезде айтсам түсінбейді, вообще өтпейді. Поэтому осындай жолдан өтіп келу керек. И бұл жолдың барлығы нормально болу керек дүниелер. Мен айтпаймын, что бұл білімдер жоқ деген сияқты. Наоборот, бұл білімдердің көп болғаны, адамдар көп проработка жасағандары, бұл дұрыс. Чтобы келесі уровеньді түсіну үшін, чтобы карманы түсіну үшін, чтобы прошлый воплощенияларды түсіну үшін. Өзінің 5 жастағы состояниясымен жұмыс жасап көрмеген адам өзінің өткен өмірдегі опыттарымен жұмыс жасай алмайды. Не қылып тұрсың деп айтады. Поэтому мына жерде өткен шаттен жұмыс жасайды да, әртүрлі травмалармен потом барып уже прошлый воплощенияларға түскен кезде адамдар сіңірет губка ұқсап. И содан кейін ғана мына чувстволарды мойындап архивке жібере алады. Енді яғни адам осылай сана деңгейінде әркімнің уникальный екенін, бір протоколға тығылмайтындығыңды түсінеді. Мысалы, медицинада да тоже одно и то же протоколмен емдейді. Бірақ ол 30 адамның 10-на келсе, 20-на келмейді. Тура сол сияқты бұл ілімдерде де сондай болады. И осы жерде әркімге әртүрлі нәрселерді
пайдалана бастайсың. Мысалы, әртүрлі фракталдардан жұмыс жасайсың. Мына кісіге психологтан өтпей қапты, психологиялық көмек керек, мына кісі кармологиялық көмек керек, мына кісіге нумерологиялық көмек керек, мына кісіге анау керек, мына кісіге мынау керек дейді да, потом барып уже әркіммен әртүрлі жұмыс жасайсың. Одно и то же протоколды бәріне тағылмайтындығын уже проводник или адам түсінеді, или любой осындай ізденіс жолында жүрген адам түсінеді. Одан кейін бұл жерде уже 4D мен 5D'нің ортасында вот кармалық отработкаларды жасап болғаннан кейін адамда белгілі бір миссиялар пайда бола бастайды. Бұл жерде біз ақпараттарды уже жаңағындай біз миымызды біреуге прокатқа бермейміз, чтобы ол өзіндік бір нәрсені толтырып беру үшін. Уже біреудің ақпараттарын принимать етпейміз. Біреу не айтып жатырса да, ол өзінің деңгейінде, өзінің өтіп отқан сабағына байланысты бір нәрсені айтып жатыр, бірақ бұл нәрсе маған не касается деген сияқты уже түсіне бастайсың, и адамдарға ақпарат жоғарыдан келе бастайды. Жүрек арқылы, жоғарғы чакралардан келе бастайды. Түс көру арқылы, аян көру арқылы, осы 4D мен 5D'нің ортасында көп адамдарда қабілет ашылады, қасиет ашылады, миссиялар бар адамдар осы бір белгілі бір миссиясына түседі. Яғни адам уже басқаша уникальный жұмыс жаса бастайды. Осы уақыт аралығында жоғарғы әлемнен әртүрлі техникалар келеді. Ол техникалар новый техникалар емес, древний техникалар. Яғни бұрында біздің ата-бабамыз жасаған нәрселер. Бізде переход алдыға қарай емес, артқа қарай жүреді. Өз-өзіңе оралу. Өзіңе оралған кезде, өткен кездегі барлық кармаларыңды да, барлық техникаларды, барлық істеген дүниеңді еске түсіресің. Яғни ол белгілі бір нәрселерін еске түсіре бастайды. Белгілі ілімдерін, білімдерін еске түсіріп, соны адамдарға, яғни айта бастайды. Яғни информация осы жерде потоктан, жүректен, іштен, ішкі интуициядан келе бастайды адамдарға. 4D'дағы көп адамдар түс көріп жатады осындай уақыттарда. И көп адамдарда белгілі бір миссия басталады осы сәтте. И бұл жерде тоже жаңағындай ізденесің, әртүрлі ілімдерді, білімдерді барлығын түсінесің. Осы уақытта адамдарда ночь темной души болады, эго растворяться етеді, андай жоғарғы ілімдерді ести бастайды, білімдерді ести бастайды. Сөйтіп ізденіс жолына түседі, уже более глубокий. Жаңағы жердегі емес, жер планетасының сыртындағы жоғарғы ақпараттарды ала бастайды адамдар. Одан кейін сол жаңағы ілімдерді іздеп біліп барлығын жасайды да. И бұл жерде тоже мынандай бір экзамен тапсыратын уақыт келеді. Экзамен тапсыратын уақыт бұл жерде тоже самый жаңағы похожий болады. Жаңағы жерде мен проработанныймын деп эгоңды качать еткен болсаң, осы уақытта менің қасиетім бар. Мен аны өтірік айтып атқан сезіп қойдым. Ұялмай қызалмай мен бетіме өстіп айтып тұр ғой. Мен немене чорт деп ойлай ма? Маған айтпаса да біліп қойдым, сезіп қойдым. Менің қасиетім бар ғой, өйткені отқан жерінде менің қасиетім бар. Мен біліп қоям ғой, анандайшы деп. Адамдар сондай бір ловушкаға түсе бастайды. Сосын отырып алады да өзгелерге баға береді. Мынаның ішінде жыны бар, мынаның ішінде андай бірдеңкесі бар. Мынау деген бүйтіп жатыр, мынау деген сөйтіп жатыр. Мені жамандамаңдар. Қарғап жіберсем быт-шыт боласыңдар сендер. Менің қасиетім бар ғой, білмейсіңдер ма? Деген ойындар бастала бастайды. Проводник чистый болмаған кезде искаженный информациялар бере бастайды. Ғалам заңдылығын білмейтін адамдар болса, осы жерде информацияның барлығын искажать етеді. Өзінің эгосы сөйлеп тұрғанмен жоғарыдан келіп тұрған ақпаратты шатастап шығарады. Бірге помой қылып шығарады. И осы жерде сондай бір духовный маска кие бастайды. Керемет адамның ролін ойнай бастайды. Адамдарға ақыл айта бастайды. Адамдардан өзін керемет сезіне бастайды. Спасательствомен айналысады. Адамдарға көмектесіп жатырмын деп. Бір сондай тоже бір маскаға түсе бастайды осы сәтте. Духовный маска келе бастайды. Одан кейін адамдарға манипуляция кетеді жаңағындай. Анау мені өсектеп жатыр, анау бүйтіп қалсын, аузы сөйтіп қалсын деген сияқты қарғыс нәрселер бастайды. До этого адамның бойында не бар, соның барлығы осы 4D мен 5D'нің ортасында шығады. До этого адамдар андай нетсе, оқу, білім алып, жинай берсе, жинай береді, и 4D мен 5D'нің ортасына келген кезде экзамен басталады. Вот сен елге, вот мен сіздерге айтып отқан дүниені, менде енді алдағы бір уақытта менде соған не болады, экзамен болады.
Поэтому мен прямой эфирларға кіргім келмейді, еш нәрсе айтқым келмейді. Мені проверять етеді поле. Если мен сол поляның проверкасынан өтсем, и маған дальше кетеді. Если өтпесем, қайта сол ситуацияға түсінеді. Вот сен 30 жыл бойы осуждение туралы айтып жүрдің ғой, вот теперь саған осуждать ететін ситуацияларды кездестіреді да, қалай шығасың, осы жерден қарап тұрады. 40 жыл бойы сен қарым-қатынас туралы айтып жатырдың ғой, и вот қарым-қатынасында проблема қылады да, ана елге айтқан ақылың өзіңе жұмыс жасай ма, жасамай ма, проверять етеді поля. И сіздердің каждый біліп алып отқан ақпараттарыңызға поляда сондай проверка жүреді. Вот қазір мен айтып отқан нәрсе, сіздер шыққаннан кейін деймін осы нәрселерге проверкалар жүреді. Қалай түсіндіңіздер, қалай білдіңіздер. И барлық ақпарат беріліп жатқан нәрсенің өзіндік сондай бір сабақтары болады. И осы, знаете, 4D мен 5D'нің ортасында самый қатты қиналатын адамдар бұл рухани тұрғыда қатты качаться етіп кеткен, қатты білім алған, сол жаққа түсіп кеткен адамдар. Олардың білетін нәрсесі көп, и соған соответственно каждый біліміне экзамен тапсырып шығу керек болады. Бірақ именно сол ситуацияға келген кезде көп адамның өзінің білімі өзіне жұмыс жасамай қалады. Вот. Бұл самый қиын переход 4D мен 5D'нің ортасында. Енді өстіп, ночь темной души болады, эго ериді, растворяться етеді. Бұл жерде тело қалай болады? Тело қалай жұмыс жасайды? Қараңыздар, 3D'да бізде кармический аурулар жұмыс жасайды. Каждый адамның өзінің по дате рождения кармический аурулар болады. Например, менікі отек. Если мен не так кетіп баратсам, я начинаю оттекать, потому что ол менің кармический аурум. Маған солай белгі береді, не туда идешь деген сияқты. Мысалға, бірінде туылғандардікі, мен бұны ұмыт қалдым. Кармический нумерологияны оққан кезде мен осыларды жатқа білетін едім, қазір ұмыт қалдым. Наверное, горло қойдым бірінші туылғанда, бірінші күні. И олар не так кетсе, сразу ангина. Вечно олар өмірдің соңына дейін ангинамен қиналып жүрді. Вот менде отек, мен вечно отекпен қиналып жүрмін, если не туда кетсем. Деген сияқты, біреудікі печень болады, біреудікі почка болады. Бұл жерде 3D'да в основном кармический аурулар болады. И біз олардың үнін немен өшіреміз? Лекарствалармен өшіреміз. Шебереміз, ол лекарствалар бізге көмектеседі еще 3D'да. Кармический ауруларды бүйтіп ұстап тұрамыз да. Не туда кетіп бара жатыр? Отек, оттекать етіп кетіп белгі беріп ба? Бірден кезде шесінде аузыңды жап сорлы дейсің да. Ана аурудың үнін өшіресің да. Не туда кеткен жерімен до конца барып тірелесің. Оттекать етпек тұрып, мынандай болып ысып кетсең де. Сосын барып, понимаешь, потом артқа кетесің деген сияқты. Вот 3D'да бізге осы кармический аурулар телоға әсер етеді. Телода энергия болады 3D'да. Не істеуге де желание, мотивация ұрып тұрады. Ана бизнесті ашып, артынан нан істесем, одан кейін нан істесем, одан кейін на тренингке барсам, одан кейін на ретритқа барсам, одан кейін нан бітсем, онан сөйтсем деген нәрселер болады. А когда 3D'дан 4D'дан 5D'ға өтіп жатқан кезде бізде астралды аурулар көмек шығады. 3D'да в основном сол кармический аурулар и психосоматикалық аурулар болады. Ал 4D мен 5D'дан бізде астралдық аурулар шығады. Астралдық аурулар деген бұл өткен өмір төменгі астралдың қабатына түсіп кетесің, бір нәрсені бүлдіріп, қасиетін теріс пайдаланып, адамдарға дуа жасайсың да, төменгі астралға түсіп кетесің. Төменгі астралда сенің асқазаның шіріп жатқан болуы мүмкін. Төменгі астрал туралы білетін шығарсыздар, ана душаңның асқазаны шіріп жатыр ма, сенде сондай ощущение болады. Сенде начинает вонять ішкі органдарын, прям сыртқа шыға бастайды. Асқазаның ауыра бастайды, бүрітіліп қаласың, асып кетесің. Тура ана астралда душа қалай қиналып жатыр, солай сенде синхронно бола бастайды. Астралдың аурулары жесткий. В основном рак деген аурулар, в основном сондай бір астралдың ауруларына жатады, потому что шіріп кетеді ғой сондай. Физикалық телоға бірнекелер шығып кету, іріндеу, вот сондай дүниелер в основном астралдың аурулары болады. Бұл 4D мен 5D'нің ортасында физикалық тело слабый болады. Ұйықтай бергің келеді, қарның аша береді, еш нәрсе істегің келмейді. Бірақ ана миың ананы істеу керек, мынаны істеу керек деп тұрады, денеде ресурс жоқ, түк істегің келмейді. Жата бересің кешке дейін, не ұйқың қанбайды, ұйқың кеп тұрады, бірақ ұйықтайын десең ұйықтай алмайсың. Ана жерде тұрған суды барып ішуге ерінесің, спортзалға бару керек дейсің, бірақ бара алмайсың, үйің бықсып жатады, басыңды жууға ерінесің. Тело деген чуть біреу грипповать етіп тұрса, сен де грипповать етіп қаласың, тез дұрыс емес тамақ ішсең, сен сразу ауырып қаласың. Тело прям слабый болады осы 3D мен 4D'нің ортасында. Одан кейін бұл жерде бізде, возможно, біз астралдық ауруларды прорабатывать етіп тастаған болуымыз мүмкін. И одан кейін бізде, если не туда кетсек, тело сразу энергияны фук еткізіп сорып алады.
жұмысқа барып отырсың, қаламайтын жұмысыңа, бірақ саған ақша табу керек, потому что мамаңды асырау керексің. Мамаңның жасы 70-те, әлі оған көлік алып беріп неге жіберген жоқсың, Меккеге жіберген жоқсың. Мен осы жұмысты атқаруым керек, потому что мамам менің экономист болғанымды қалады. А мен нафиг не хочу, но я должна. Мамам деген ертең өліп қалуы мүмкін, мен деген тез-тез ақша тауып, Меккеге жіберуім керек оны. И сен ана жұмысқа барасың, душа оны не хочет, но коллективті сана миыңа сіңіріп тастаған, и сен ана жұмысты істеп отырасың, не можешь ана жерде отыруға. Уже сен ауыра бересің, қайта неге шығарып бересің больничныйға, жұмысқа барғың келмейді, денеңді сүйреп барасың, о не твое екенін білесің, бірақ кетіп қалсаң деген жұмыссыз қалам деген қорқыныштар болады, и зомби құсап жүресің. Не істеп, не қойып жүргенді білмейсің. Сондай бір ощущениялар болады. Яғни бұл жерде тело слабый болады. И өз-өзіңмен қалуға тырысасың, айналаңдағы адамдардың бәрімен конфликт болады, бәрі сені тастап кетеді, либо сен сол жерде тастап кеткенін түсінесің да оны босатасың, или сорлы-сүмелек деп көрінгенге жамандап отырасың, адамда ощущение болады. Физтелада да, окружениеда, ішкі ойда да, установкада, программада бәрінде ощущение болады. И осы уақытта адамдар все время грипппен ауыра береді. Чуть бір нәрсе болса грипп болып температура көтеріледі. Температура көтерілетін себебін сжигать етеді. Андай программаларды телодан сжигать етеді. Поэтому температура көтеріледі. И что интересно, 4D мен 5D'нің ортасында ішкен лекарствоң саған никак әсер етпейді. Телаңда алдың ба, осылай тұрады. Мен деген сол бір ауырған сәтімде система алдым, ана системам бар ғой, сол тұрған жерінде тұрды. Ешқайда кетпейді. Вроде ана кетіп жатыр, бірақ кетпейді. Кетпей тұрған, нәрінде комок болып тұрғанын ощущать етесің да, уже тело отвращение болады, ана нәрсені алғың келмейді. Содан кейін ауырсаң да дәрі ішпей жүре бересің. Нормально болып кетеді. Ана дәріні уже тело прям ужасный чувство болады. Білмеймін, мен именно дәрі ішкен кезде. Сондай болады. Содан кейін лучше андай народный нәрселерге қарай ақырын кете бастайсың. Табиғатпен бірлесесің, үндесесің, жаяу жүресің. Сосын тело деген жерге жатқысы келеді все время. Болашақта андай этаж үйлер болмайды. Адамдардың барлығы жер үйлерге жабысады. Сол себептен жер үйлеріңіз болса, сатпаңыздар, үй алғыларыңыз келсе, жер үйден алыңыздар. Потому что біз болашақта адам көп болмайды. Мына жердің бәрі адушы жетеді бәріне. Сол себептен жермен байланысатын боламыз. Бау-бақша деген сияқты дүниелер қайтадан бұрынғы сәтке оралатын боламыз. И сол дүниелер құнды болатын болады. Біздің денемізге сондай бір табиғи зарядтар керек болады. Бұл жерде де сондай болады. Еще жаңағындай духовный маска болады. Духовный маска болған кезде жаңа қараңыздар. Мынау 3D-да, 3D мен 4D-нің ортасында проработка жасамаған адамдар, мынау 4D мен 5D-нің ортасындағы экзаменға келген кезде құлайды. Сосын олар өткен өмірге кетіп қала береді. Машина кетіп бара жатып соғып кетті ма? Өткен өміріне бір нәрсе қосылып жатқан шығар. Біреу кеп ұрсып кетті ма? Мына өткен өмірде маған ұрсып, тағы да ұрсып жатыр. Любой нәрсені прошлыйға таға береді, и ловушкада қалып қалады адам. И автоматты тұрғыда мертвый зонаға кетіп қалады. Мертвый зонада өсу жоқ. Мертвый зонада тұрасың, болды, осылай тұрасың. Еш нәрсені түсінбейсің, потому что там движение жоқ. Именно вот поэтому важно проработанные адамдар келесі этапқа өткені. И то андай жаңағы экзаменнен өткен дұрыс. Если жаңағындай проработка деп осы уровеньде қалып қалуға да болады, вечно, мысалы сен жасың 30-да, 20 жыл бойы өтіп кеткен шағыңда проработка жасап жүре берсең де болады. Бұл тоже ловушкасы. Или можно келесі уровеньға өтіп кетуге. Одан кейін жаңағы осы, бірақ бұны каждый поэтапно болу керек. Проработка жасап бүкіл обидаларын босатқан кезде, 3D мен 4D-нің ортасында, и 4D мен 5D-нің ортасындағы экзамен оңайырақ болады. Бұл жерде эго ериді. Көп адам осы сәтте өте ұзақ жүреді. Потому что душа дальше хочет, эго не хочет. Вроде жаны да қиналып жатыр, тәні де қиналып жатыр, уже шаршап кеткен, бірақ ана ручкаға жабысып отырады. Бұл маған мамамнан қалған, апамнан қалған, атамнан қалған, қалай мен бұны босатам, ойбай деп. Ол деген уже түк
пастасы бітіп қалған почта ручкайда, бірақ соны жабысып алып отырады, бірақ оны жабысып жатқандарын өздері түсінбейді. Негізі Құдайдың мақсаты адамды қинау емес. Біз өзімізді өзіміз қинаймыз. И біз өзіміздің осы ночь темной душиды созып жүре береміз. Поэтому бұл жерде любой нәрсе істеген кезде не үшін деген сұрақты қою керек. Біреу сіздің нервіңізға тиіп тұр ма, не үшін? Біреу сіздің айтқаныңызбен сәйкес сіз айтқан нәрсені подтверждать етіп, тура сіз айтқан нәрсені айтпай жатыр, сіз айтқан нәрсеге қарсы айтып жатыр ма? И сізді триггерить етсе, там что-то есть деген сөз. Вот осылай, короче, болады. Потом бізде уже пәйдіда не жоқ, пәйдіға өткен кезде бұл не? Горловая чакра. Горловая чакра бұл шындықты айту, өзіңмен шынайы болу, өзіңнің үніңді басқаларға естірту, творить ету. Ішкі нәрсенің бәрін біз горловая чакра арқылы шығарамыз ғой. Ойыңдағы нәрсені, миыңдағы нәрсе, жүректегі нәрсені барлық энергияны ауызбен шығарамыз. Яғни горловая чакра арқылы. И біз қазір осы горловая чакраның энергиясына өтіп жатырмыз. Енді бұл жаққа өткен кезде адам өзін өзі алдай алмайды. Адам өзімен шынайы болу керек. Өзгені емес, өзін ойлап үйрену керек. Өзінің мнениясын айтып үйрену керек. Ол жерде не үшін бұл маңызды, знаете? Жаңағы эгоның растворяция етуі, эгоның балансқа келуі, 4 мен 5-ның ортасында эго балансқа келу керек. Егер эго балансқа келмесе, 5-ға өткен кезде сен 2-дағы, 1-дағы ошибкаңды қайталайсың. Мен күштімін, мен айтып тұрмын, мен ішімдегіні айтуым керек деп, сенің түрің мал болып тұр ғой деп бетіне айта саласың. Мен біліп тұрмын, сол нәрсені айтып тұрмын ғой. Мен ішімде қалған жоқ, мен 5-ға өтіп кеткен потому что. И анау аузына келгенін оттай бастайды адам. Не айтып отқанын өзі түсінбейді. Главный менің ішімде қалмау керек дейді да, адамдардың көңіліне келетін нәрсені айта береді. Ал когда жаңағы эго орнына түсіп, успокоиться етіп, сана ашылған кезде адамның аузынан жақсы сөз шығады. Бұрындағыдай қасиетім бар, мен сені қарғап жіберем деген нәрсені айтпайды адам. Балансқа келеді. Сол үшін мына жерде бізде уже 4 мен 5-ның ортасында эгоны балансқа келтіру керек. Ретке келтіру керек. Умды успокоить ету керек. И здесь и сейчас өмір сүру керек. Болашаққа кетіп қалып, өткен шаққа кетіп қалып, лағып жүрмей, здесь и сейчас бол керек. Здесь и сейчас менің көңіл күйім жақсы, қарым тойып тұр, менде барлығы жақсы, жылы жерде отырмын. Мне все хорошо. А ертең не болатындығы ертең көрем деген состояниеға жету керек. А когда ертең не болады, анау не болады, ертең мынау мен туралы бүйтіп ойлап қалмасын деп, бүгін мен өзімді өзгертпеймін сондай сәтте, Яғни шынайылық келе жатыр. Өзімен адам шынайы болады. Өзін өзі алдамайды. Өзін өзі қинамайды. Өзінің үнін өшірмейді. Өзгені бірінші орынға қойып, чтобы ол мен жақсы деп ойласын деп, өзінің жүрегінің үнін су сеуіп өшірмейді. Яғни пәйді бізде в основном осы горловой чакрамен байланысты. Одан кейін адам өзін тыңдап бастайды, өзінің болмысына оралып бастайды. Одан кейін пәйді творение. Адамдар творить етеді. Бұрында бізде творение деген нәрсе болған жоқ. Адамдардың барлығы қайда ақша бар, сол жерде жұмыс жасады, Ал қазір әркім өзінің қолынан не келеді, табиғатында не заложено, сол нәрсені жасайды. Оны жасасам ақшам болмай қалады, ел мені күледі сыртымнан деген сияқты нәрселерді уже тыңдамайды. Адам бүкіл назарын ішкі әлемге аударады, ішкі үнін, ішкі дауысын ғана естиді. Сыртқы әлем, соответственно, ішкі үн ретке келген кезде ауысады. Вот сондай болады. Жалпы осындай қазір біз переходты өтіп жатырмыз. Пәйдада тело тонкий болады. Тело тонкий болады. Тело абсолютно ауырмайтын болады, потому что искажение жоқ болады телода. Біз келетін энергияны искажать етіп, мына келе жатқан энергияны то былай бұрып жібереміз, то былай бұрып жібереміз, то былай бұрып жібереміз. Сөйтіп бізде фистелада аурулар шығады, 4-ді пәйданың ортасында. Ал пәйдаға өткен кезде тело фактически ауырмайтын болады. Потому что ешқандай нәрсені искажать етіп, өзіңнің үніңді өзің өшірмейсің. И тело бұрында энергияны, бүкіл нәрсені телода сақтайтын боламыз. Осылай бәрі теломызда жинала береді.
И ол шығады только когда адам сөйлеген кезде, иә, мысалға ол жақсы дүние болса, сөйлеген кезде шығады, біреумен жеке кеңістікте отырған кезде шығады, сондай бір-бірімен байланысқан кезде шығатын болса, жақсы дүние болса да, жаман дүние болса да, опять да уже сенің телаңнан бүкіл нені толтырып отырасың, энергияны, пространствоны толтырып отырасың. Ол үшін сенің сөйлеуің қажет жоқ, ол жерде сенің просто бар болғаның қажет. Сол бар болу арқылы, просто отыру арқылы пространствоны энергияға толтырып отырады. Яғни тело бұрынғыдай сақтамайды еш нәрсені, сұрау шығарып отырады. Бетіңе шығып тұрады ана субтитр болып барлық нәрсе. Пятыда сондай болады. Енді так. Тағы да не айтам деп едім. Санамызда да, денемізде де осындай өзгерістер болады. Одан кейін пятыда біз уже теломызды тыңдап үйренеміз. Теломыз бір жерге барғысы келсе барамыз, барғысы келмесе бармаймыз. Бір опасность болатын болса, ми білетін еді ғой бізде бәрін бұрында. Ішім сезіп тұр, көтенім сезіп тұр, бірдеңем сезіп тұр деп айтатын еді ғой бұрында. Ал енді пятыда біздің теломыз сезеді барлық нәрсені. И это четко и ясно болады. Туманно болмайды. Поэтому бізге телоны чистить ету керек қазір. И теломен байланысты орнату өте маңызды. Вот переход жайында осы. Одан кейін мен сіздерге болашақ ұрпақтар туралы айтамын деп айтқан едім. Яғни альфа ұрпақтар туралы. Болашақта жалпы бізде 2010 жылдан бастап альфа ұрпақтар дүниеге келіп жатыр. Жалпы ең алғаш жерге жарық алып келетін телолар, душалар, бұл бізде ең алғаш 1979 жылдардан бастап дүниеге келе бастады. Яғни телоң арқылы жаңағындай пространствоны толтыра алатын адамдар 1979 жылдан бастап келе бастады. Ол адамдар ең бірінші ауыр соққыны алды, потому что мынандай қап-қара поляға жыртып теломен бірінші түсті олар. Есік ашушылар 79 жылдан бастап туылғандар. Және олар психикада да қатты удар алды, физикалық тұрғыда да қатты удар алды, энергетикалық тұрғыда да барлық жағынан қатты удар алды. И ең қатты травматиктер осы поколениялар бола бастады. Не ары кете алмайды поляға, кеңістікке, осы уақытқа дейін өмір сүріп жатқан матрицаға, тритыға не растворяться етіп кете алмайды, не новый матрицаға өте алмайды, потому что новый матрица әлі құрастырылмаған. И екі кеңістікте тұрды осы кісілер. И прям есік ашушылар, самый большой ударды алған кісілер осылар 1979 жылдан бастап дүниеге келген адамдар. Не өзін түсінбейтін, не жұртты түсінбейтін состояние болды бұл кісілерде. Туманность, бір энергетикалық тұрғыда өте ауыр состояние болды. Именно анандай жарық алып келуші телоларда. Одан кейін 1997 жылдан бастап нағыз өткізгіштер пайда бола бастады, дүниеге келе бастады. Яғни 1979 жылғы дүниеге келгендер бізге поляны ашып берді. Одан кейін 1997 жылдан бастап нағыз өткізгіштер келе бастады. Яғни өткізгіш деген это проводник. Яғни проводниктер точно жоғары жақтан информация ала алатын, информацияны қатты искажать етпейтін, өтірік дүниелерді былай қоспайтын, эголары более-менее нормальный деген сияқты. Бұлар кішкене туповатый болып келеді. Зумерларды білесіздер ғой? Зумерлар кішкене туповатый болып көрінеді, бірақ оларда более-менее чистый болады. Олар кеше не болған бүгін ұмытып қалады. Мамасының айтқанын, мынаны қағазын аяққа апарып мусорға тыста деген ұмытып қалады, киіміңді жинап қой деген ұмытып қалады. Олар просто өткізгіштер. Оларға бір нәрсені үйрену, бір нәрсені алып кету, миында бір нәрсені қабылдау өте қиын. Олар в основном мына жақпен связаны. Жоғар ойына не келеді, соны жасайды. Оларды памятпен емес, каналдар жұмыс жасайды. И осы 97 жылғыдан басталған уақыттарда проводниктер өте көп. Бұлар более-менее здоровый, чем бұрынғы поколениядан қарағанда. Одан кейін енді бізде 2010 жылғыдан бастап новый альфа ұрпақтар дүниеге келе бастады. Альфа ұрпақтар бұл настоящий андай нелер ғой. Настоящий проводниктер, настоящий новый дәуірдің адамдары. Вот 79-97 жылғыдағылар, былай 2010-ға дейін, олар не ары, не бері емес, былай ортада тұрса, вот 2010-нан бергілер, олар реально нағыз жарық алып келуші күштер.
Және байқасаңыздар, соңғы уақыттарда ЗПР, ЗРР, аутист, даун балалар өте көп келе бастады. Олардың физикалық әлемде бар болуының өзі, туылуының өзі әлемге өте үлкен көмек, потому что олар батарея, олар андай повербанк. Олар сол жерде тұру арқылы, просто бар болу арқылы, дүниеге келу арқылы, ана жерді качать етеді, ана жүректі качать ететін аппарат бар ғой, сол сияқты качать етеді. Поэтому олар көп келе бастады, және олар сондай, енді біздің тұрғыда айтқанда ол ауытқу, на самом деле ол ауытқу емес, бір кармалық дүниеге кіріп кетпес үшін олар сондай физиканы, сондай денені, сондай умды таңдап келеді. И оларға бәрібір. Олар кармаға кірмейді, ешкімді осуждать етпейді, ешкімге андай бір жамандық тілемейді. Ішінде бар дүниесін жек көріп тұрмын, мен сені жек көріп тұрмын деп айтасың. Өздерін шынайы. Олар кірмейді, олар как повербанк сияқты нандай порталдарға туылды, чтобы жерді көтеру үшін энергетикалық тұрғыда. Ол балалар солай дүниеге келген. Потом бұл балалар в основном инопланетный душалар. Олар білмейді жерде қалай адаптация жасау керектігін, қалай өмір сүру керектігін, хитростарды, манипуляцияларды, андай бір умы качать етілмеген балалар, поэтому олар чистый болып туылады. А вот даун балаларда ум вообще дұрыс жұмыс жасамайды. Біз болашақта сондай боламыз. Ол ауытқу емес. Біз болашақта сондай боламыз. Здесь и сейчас қана өмір сүреміз. Жарты сағат бұрын болған нәрсені ұмытып қаласың. Бір алдыңғы күнді вообще не помнишь. Осы жерде барсың, болды. Даун сондай балаларда солай жұмыс жасайды ғой. И олар бықсып, алдында не болғанын бүгінге жеткізіп, бүгін не болатынын, ертең не болатынын қорқып отырмайды. Олар қашпайды жан жаққа, здесь и сейчас қана болады. И болашақта бізде ум мен эго балансқа келген кезде солай өмір сүретін боламыз. И қазіргі кезде память жоғалту, есіңнен шығып кете беру барлық нәрсе, это нормально. Бұрында біз еш нәрсені ұмытпайтынбыз. Каждый нәрсені злопамятный болдық та, бәрін теломызда сақтап жүрдік былай. И бір ситуация болса, білесің ба, сен 2012 жыл сағат 12:00-да маған бүйтіп айтқансың, 2009 жыл менің аяғымды басып кеткенсің, мектепте оқыған кезде сен менің ручкамды тартып алғансың деп бәрін андай айтып, пытырлатып ұрысқан кезде айтып береміз, иә. Яғни біз бәрін сақтап жүрдік. А болашақта бізде қазір мынандай память өшіріп жатыр, иә. Сен анау кеше не істегеніңді білмесін. Яғни поле, пространство бізді здесь и сейчас бол деп үйретіп жатыр. И бұл жерде адамдарда паника болады, памятін жоғалтып алдым, ойбай, восстановить етуім керек деп ана врачтан мына врачқа жүгіреді, бәрібір ол көмектеспейді. Это нормальный процесс. Болашақта біз здесь и сейчас боламыз, и біз только теломызбен ғана, душамызбен ғана, ішкі состояниемізбен ғана алысатын боламыз. Вот осы балалар солай келді. И болашақта альфа поколение өмірге келеді. Олар бізді тәрбиелейді. Қараңыздар, бізде өте қатты искажение бар. Біз ойлаймыз ғой, мен ойлаймын, мысалы, менен туылған бала, сен менен кішкентайсың, боқмұрын, сен мен тудың ба, мен сені тудым ба деп айтамыз да. И бізге үйретіп тастаған, что бізден туылған бала, бізден кіші біз деген. Өмір көргенбіз, біз деген, бәрін көріп қойған біз деген. Это очень үлкен искаженный нәрсе. На самом деле, менен туылған бала менен үлкен. Мен оны құрметтеуім керек, сыйлауым керек. Потому что үлкен душа келеді. Келетін кезде. Бізде, мысалға, сіздің балаңыз бар дейік, 7 жаста или 8 жаста, и сіз оны, мен сені тудым ғой, ананы алып кел, мынаны бүйтіп кел, мынаны сөйт деп оны біз жұмсаймыз. Сосын айтамыз, бірдеңке бүлдірсе, мен сенің анаңмын, манипуляция кетеді, ойбай, ананың астында жұмақ, баласы тыңдамаған деген не деген сұмдық деп ана баланы, өзі мынандай бала ғой, мынандай баланы, сен менен төменсің деп мына жаққа қарай қысып түсіріп тастаймыз. И өзіміз бүйтіп тұрып аламыз. И мына бала қысылған кезде, мына жерде андай нормальный поколение дүниеге келмейді. Зажатый, өзіне не керегін білмейтін, манипуляцияға тез көнетін, не істеп жүргенін білмейтін роботтар дүниеге келеді да, халықтың саны өсе береді, бірақ сапасы төмендей бастайды. А если олар бізден жоғары, оған физикалық әлемде жағдай жасап, оның одан да арман жоғары болуына көмектессек, барлығы по порядку болады. Яғни поколение сайын жақсара бастайды. Бізде бұрында қазақта сондай болған, поколение сайын күшті бола бастаған. Кейін сондай бір искаженный бір нәрсені бізге тықты, содан бастап
ұрпақтар дамып жатқан жоқ, құлдырап жатырық, иә. Бұрынғы ата-бабамызды мен қазіргі өзімізді салыстырсақ, біз олардан қарағанда намного тупой, намного қолымыздан түк келмейтін, намного бүкіл қасиетіміз, қабілетіміз жабылып қалған, даже өзіміздің тамағымызды өзіміз жасап іше алмайтын, 30-ға келсе де, 40-қа келсе де мамамыздың артынан жүгіріп жүретін, сондай бір поколение дүниеге келе бастады. Почему? Потому что сен менен төменсің деген нәрсені бізге таға бастады. А на самом деле балалар всегда бізден үлкен болады. Бізден үлкен душалар бізден туылады. Поэтому қазіргі кезде балалардың дүниеге келу қиын болып жатыр. Аналар қатты қиналып жатыр. Потому что өздерінен үлкен душа келіп жатыр. Ол үлкен душаны көтеру үшін телаңда здоровый болу керек. Телаңда, психикаңда барлығы қалыпты болу керек. И келесі поколение всегда бізден үлкен болып туылады. И балалар бізді тәрбиелейді. Балаларды біз физикалық әлемге тәрбиелейміз. Наны ішсең, күйіп қаласың. Наны битсең, балшыққа құлап қаласың. Далаға осылай шықсаң, ауырып қаласың деп физикалық әлемде ғана тәрбиелейміз. Ал олар біздің ішкі әлемімізді тәрбиелейді. Балаларды қарап үйренуге болады. Оларды наны бүйт, өтірік айтпа, сөйтпе деп үйретудің қажеті жоқ. Олар зеркальный нейрондар арқылы тура сізді копировать етеді. И сіздің балаңыз сізден арыға асып ешқайда кетпей қалады. Алма ағашынан алысқа кетпейді дейді ғой, оны зеркальный нейрондар арқылы бәрін копировать етеді. Оларды воспитывать етудің қажеті жоқ. Бірінші адам өзін воспитывать ету керек. И болашақ ұрпақтарға, жастарға құрметпен қарау керек, а бізде оны наоборот кәрілерді құрметтеу керек, кәрілерді бүйту керек деп үйретіп тастаған. Ол да дұрыс, әрине мен оны дұрыс емес деп айтпаймын, бірақ энергетикалық тұрғыда унижать етуге, сен менен кішкентайсың, бұқмұрын, бірдеңке, сірдеңке, манипуляция деген нәрселерге ондай нәрселерді жасамаған дұрыс, чтобы здоровый поколение дүниеге келу үшін. И каждый травманың барлығы поколениямен емделеді. Сіздің балаңыз сізден лучше болады, оның баласы одан лучше болады, оның баласы одан лучше болады деген сияқты. Сөйтіп біз новый измеренияға өтеміз. Енді осы поколениялар туралы мен жаңағы аутист балалар туралы, ЗПР балалар туралы мен проект жасаған болатын, ерекше ана, ерекше бала және ата-ана деген. Ол жерде мен өте көп информациялар берген болатын, оны қайтадан мұжып айтып отырғым келіп тұрған жоқ. Енді переходтан өтпегендерге не болады? Переходтан өтпегендерді Құдай басқарады. Искусственный интеллекттен жасалған Құдай басқарады. Достар, әлемде Құдайды ойлап табу ең оңай жұмыс. Біз шынайы Құдайды білмейміз, шынайы Құдайдың бейнесін ешкім білмейді, ешкім көрмеген. Оның кеңістігіне біз жетпейміз. И бізді Құдай управлять етпейді, бізді программа управлять етеді. Біз осы отырғанның өзінде программаға бағыныштымыз. Бізді Құдай управлять етіп отырған жоқ. Құдайға дейін біз әлі алыспыз. Настоящий Құдайға дейін, Бұл Құдайлардың историясын мен көргем жоғары кеңістіктен. Оны не хочу тоже айтуға. Ладно, айта салайын, чтобы сіздерге түсінікті болу үшін. Құдай или энергия, абсолют деп айтайыншы, абсолют или исток бұрын өзінің светлый жағын таныды. Светлый жағын таныған кезде бүкіл ғаламда, галактикада, планеталарда барлығында махаббат, тыныштық, бейбітшілік, керемет состояние, ешкімді алдамайды, ангелдар, архангелдар өмір сүрді, бәрі күшті болды. И в один момент Құдай айтады, мен өзімнің темная сторонамды танығым келеді дейді. Құдай өзінің темная сторонасымен айналады. И сол кезде мыналардың бәрі, ангелдар, архангелдардың барлығы, Құдай нас покинул деп ойлайды. Құдай нас покинул, теперь мы должны искать Бога. Қайқа кетіп қалды деп ойлайды. Они не понимают, что оно Құдайдың светлый да, темная да сторонасы бар екен. Құдай изначально ол темный энергия, тыма деп айтады, и сол жақта энергия береді. Вот солай Құдай өзінің темная сторонасын тануға тырысады. Сөйтіп, мынау ангелдар, архангелдардан бастап, архангелдар ғой да, архангелдар олар. Жаңағы Михаил, Бурбәле дегендер. И солар, короче, Құдай кетіп қалды деп ойлайды да, Құдайды іздей бастайды. Сөйтіп, біз Құдайды әлі іздеп жүрік. Олар потом
цивилизацияны создавать етеді, цивилизациядан бір құдайды создавать етеді, олар тоже құдайды создавать еткісі келеді да, ана цивилизацияны жарып жібереді да, келесі цивилизацияны создавать етеді, ол цивилизацияда құдайды создавать еткісі келеді да, ол құдайды никогда создавать ету невозможно, самый чистый бог-то. И олар солай құдайды табамыз, құдайды создавать етеміз дейді да, жаңағындай әртүрлі цивилизациялық историялар пайда болады, сол цивилизационный историялардан кейін земной история болады, земной историядан кейін бізде дінаралық историялар болады. Яғни біз барлық құдайды придумывать етіп алғанбыз. Сіздерге түсіну бұны қаншалықты оңай болады, білмеймін енді. Біз, получается, бірінші кездері пұттарды ойлап тапты, адамдар өздеріне белгілі бір құдайды ойлап тапты да, сол пұттарға табына бастады. Одан кейін ол пұттарды құлдыратты, Юсуф пайғамбарлардың тұсында. Пұттарды құлдыратты да, көк тәңірге табына бастады. Енді оның ар жағында не үшін именно солай табына бастаған тоже өзіндік историялар бар. Ол туралы не хочу тоже айтуға. Потом көк тәңірі туралы ойлап бұрында көрінетін тас құдайлар болатын. Мысалы, Бали жақта 300-ден астам құдай бар, Одан кейін жаңағы дінаралық Иисусты құдай деп таныды, Аллахты құдай деп таныды. Сөйтіп бар құдайды придумывать ете бастады. Негізі Аллах деген ол Элохим. И соның барлығын придумывать ете бастады да, и қазіргі кезде сол поколение и құдайды придумывать етіп жатыр. Егер де адам переходтан өтіп, нағыз құдайдың кеңістігіне өтетін болса, переходтан өту, тағы да айтам, оңай дүние емес. Переходтан өтіп, құдайдың кеңістігіне өтетін болса, ол жұмақ санасына ауысады. А егер переходтан өтпеуді таңдаса, ол тозақ санасына ауысады. Тозақ санасында ол жерде и құдай басқарады. И құдай уже создаваться етіліп жатыр. Мен оны полядан көргенмін. Солар басқаларды басқара бастайды, және олардың будущем, если сіз оянуды таңдамасаңыз, значит сіз и құдайға бағынасыз. Ол жерде қазіргі сіздің страхыңыз 10 есе көбейеді, қазіргі тревожность 10 есе көбейеді, қазіргі ашкөздігіңіз 10 есе көбейеді, бүкіл іштегі чувстволардың барлығы 10 есе көбейеді. Одан кейін бұл жерде ояну өте қиын болады. Жүрек полный жабылады, мына жақтың бәрі полный жабылады. И адамдар как робот сияқты өмір сүре бастайды. Бұл жерде опять также страхпен, жаңағы эмоциялармен управлять ететін болады. И келесі ол адамдар, біз оянбауды таңдадым, и мен келесі неге түсіп кеттім, жерден де төменгі кеңістікке түсіп кеттім. И сол жерде мен туатын бала, олар Яжуж Мажуждер туылады. Яғни Гог и Магог деп айтады ғой, соларды дүниеге алып келе бастайды. Баланың туылуы деген, ол жерде біз 9 ай көтерсек, наверное, ол жақта біз 3 ай көтереміз да, баланы туа береміз. И сөйтіп Гог и Магогтың поколениясы көбейе бастайды. Гог и Магог туралы сіздер білесіздер, дінде айтылған, олардың қандай болатындығын, сана деңгейлерінің қандай болатындығы жайында білесіздер. Яғни сол поколение дүниеге келеді. А вот выбирать етіп, оянуды выбирать еткен адамдар, олар жұмақ санасына көтеріледі. Жұмақ санасына көтерілген кезде мына айтылған дүниенің ешқайсы болмайды. Ол жақта тыныштық болады. Ол жерде адам жаңағындай ақшаға, бір нәрсеге жабысу, бір нәрсені дәлелдеу деген сияқты дүниелер болмайды. Жұмақ туралы сіздер де білесіздер, тура сол состояниеға адам көтеріледі. Одан кейін ол жерде туылған поколение лучше бола бастайды. Ана жақта хуже бола бастайды. И эволюция ешқашан тоқтамайды. Біз осы жерден төменгі вибрацияға түскен кезде де ол жерде де эволюция болады. Ол сол эволюцияны өтуді таңдайтын душалар болады. И біз ол душаларды никак осуждать ете алмаймыз, потому что ол душаның выборына байланысты. Возможно, даже осы информацияны тыңдап отырып, сол жақтан эволюцияны өтуге душа шешім қабылдау мүмкін. Душаның шешімі сіздердің логикаларыңызбен вообще сәйкес келмейді, и душаның шешімін өзгерту это невозможно. Душаның несін даже қандай келісімге келгенін көру де это невозможно. Если солай таңдайтын болсаңыздар, солай сол жаққа кетесіздер. Это абсолютно нормально. Это тоже эволюция. Но сложная эволюция, тозақ санасында. Ал жұмақ санасына таңдаған адамдар жоғары кетеді. Вот. Жұмақ санасын таңдаған адамда, ол жақта біз тоже эволюциядан өтеміз. Ол да даму процесі. Барлық жерде эволюция, барлық жерде екіге бөлінген. Вот Атлантида кезінде Атлантидадан жарып жіберді. Атлантидада оянуды таңдағандар высші кетті, оянуды таңдамаған біз жерге түскен. Біз жерде отқанымыз бәріміз. Біз жерге түстік. Яғни ол Атлантидадан да төменгі вибрацияға түстік.
И то же самое жердегіні таңдамасаң, одан да төменгі вибрацияға түсесің да, әйтеуір бір күні көтеріліп шығасың, рано или поздно деген сияқты. Душа қандай шешім қабылдайды, қандай ойын ойнағысы келеді, соны ойнайды. Яғни эволюция ешқашан тоқтамайды. Құдайға қайту, Құдайдан қайта жарылып шығу біздің демалып дем шығарғанымыз сияқты процесс. Просто демалып дем шығарғанның арасында уақытқа салсақ, ол жерде 7 миллион жыл ма сондай уақыт кетеді. Абсолютның дыханиясымен вдох-выдохының арасында. Яғни біз вдох-выдохтан жарыламыз. Құдай демін жұтқан кезде бізді бәріміз эволюцияны аяқтап Құдайға тартыламыз, а когда ол демін шығарған кезде Құдайдан жарылып шығамыз, и планеталар көбейе бастайды. Каждый дем шығарған сайын бізде планета кеңістік көбейе бастайды, и біз құс жолы планетасының, галактикасының өмір сүреміз, құс жолынан бөлек миллиард галактика бар. Вот, осылай. Сосын, осы дүниелер туралы сіздерге айтамын. Одан кейін, қазір переходта оңай өтуге көмектесетін программалар дүниеге келіп жатыр. Құдай поля бүкіл нәрсені бізге беріп тұр. Вот, барлық адамға выбор беріп тұр да, переходтан өтуге. Өтесің ба, өтпейсің ба, өзің таңдайсың. И барлық мынандай нені беріп тұр, схеманы беріп тұр. Вот, мен сіздерге айтып тұрған нәрсе, бұл тоже схема. И осы схемадан таңдап, өтесің ба, өтпейсің ба, сіздің выборыңыз. Өтпеймін десеңіз де өзіңіз білесіз, өтемін десеңіз де өзіңіз білесіз. Бұл сіздің выборыңызға байланысты. Переход кезінде әртүрлі көмектесетін ілімдер, білімдердің барлығы жерге түсіп жатыр. И біз как осы тақырыпты айтып жүргендіктен, бізге берілген тапсырманың барлығын біз артығымен орындап жатырмыз. Артығымен беріп жатырмыз. Қалай ояну керек жолдарын барлығын біз көрсетіп жатырық. Бұл жерде біз ғана емес, мен ғана емес, бүкіл әлемдегі адамдармен бірігіп, каждый өзінің жауапкершілік алып келген адам өзінің жұмысын орындап жатыр. Біз де соған соответственно орындап жатырық. Прямой эфирлерда қалай жасалу керек, не істеу керек, барлығын айтып жатырық. Әсіресе Жанат тәте бүкіл кітаптарды аударылып ғаламға беріп жатырық. Яғни сіздерге бүкіл кітаптар бар мына жақта, қазақшаға аударылған кітаптардың барлығын беріп жатырық. Қай кезде қалай істеу керектігін айтып жатырық, көрсетіп жатырық. Проектлар шығып жатыр. Проектлардың барлығын беріп жатырмыз. Яғни біз өзіміз алып келген міндетті, жауапкершілікті толығымен орындап жатырмыз. Тіпті артығымен деп айтуға да болады. И дальше оны аласыздар ма, алмайсыздар ма, жасайсыздар ма, жасамайсыздар ма, ол уже сіздердің выборларыңызға байланысты. Иногда адамдар айтады, ойналар, ақша тауып жатыр, бір нәрсе істеп жатыр деген сияқты өзінің сана деңгейіне байланысты дүниені айтады. Мысалға, мына кітаптарды аудару кезінде бұның барлығын, мысалы, Жанатте өзінің қалтасынан аударды. Еще ол кісі бір кісіге алданып, ақшасын алып қойды да, бұл кітаптардан аударғаннан реально біз ешқандай ақша тауып жатқан жоқпыз. Наоборот, расход болмаса. И адамдардың настолько сондай бір матрица барлық нәрседен 3D-ның іздерін көреді да, и адамдар сондай дүниелерді айтады. И біз всегда барлығын максимально беруге тырысамыз. Бізде даже на жақта кездесулер болады ғой. Даже карта желанияны жасаған кездің өзінде мы постараемся больше беруге. И жерде барлығын бірге қосып беруге. И проект кезінде де то же самое. И біз барлық өзіміздің атқарған жұмыстарымызды жасаған, істеу керек нәрселерімізді істеп жатырмыз. И дальше алып кету. Бұл сіздердің өздеріңіздің таңдауларыңыздағы дүние. Проекттің барлығын шығарып жатырық. Мысалы, матрицаны алған кезде барлығын қасына ижуды қосып бердік. Ижуды да алыңыздар деп. Матрицаны қаншама адамға бесплатно бердік. Сосын бірақ жасадыңыз ба десем, тыңдадым, жасаған жоқпын деп отырады. Жасайсыз ба, жасамайсыз ба, конечно, өзіңіз білесіз, бірақ ғалам күтіп тұрмайды. Бізде соңғы осы 10 жылдың ішінде біз переходты аяқтауымыз керек. Бірақ бұл 10 жыл, знаете, 1 жыл сияқты өтеді. Поэтому сізде уақыт негізі өте аз деп айтуға болады. Сана деңгейінде көтерілу үшін. Вот. Қазір мен сіздерге енді сұрақтарымызға жауап берейік. Одан кейін теланы басқару тура, теланы управлять етуге, теладағы блоктарды шығаруға көмектесетін бір техникаларды беретін боламыз. Бізде биылғы жылда максимально жұмыс жасаймыз.
максимально көп проектілер болады, максимально адамдармен жұмыс жасаймыз. Одан кейін бізде уже бұл нәрселерді потихоньку тоқтайды. Поэтому максимально беріп жатқан дүниені максимально алып үлгеріңіздер. Бізде, например, проект кезінде де бізге басқа елден адамдар келеді, басқа шетелден, потому что бізде проект арзан. Басқа адамдардан, басқа проводниктардан өзің туралы жарты сағат информация алу 500 мың, 1 миллион, 2 миллион тұрады. Поэтому бізге көбіне шетелден адамдар келеді. И біз бұны, ал бізде Қазақстандағы адамдар не болса соны айтып отырады. Бірақ әркім өзінің таңдауы, айтып отыра берсе де болады, айтпай отырса ары қарай кетсе де болады деген сияқты. Қазір мен сіздердің сұрақтарыңызға жауап беремін. Тақырыптар түсінікті ме? Біз в будущем андай каждый адаммен мыжып жұмыс жасамаймыз. Біз пока что мыжып жұмыс жасап жатырмыз. Вот так. Достар, сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады, и біз дальше техника жасауға кетеміз. Қазір ешқандай курс жоқ сатылымда. Бүкіл курстарды алып тастадым мен. Потому что энергетикалық тұрғыда тянет. Уже ол старый энергиямен жасалынған еді. Бізде қазір новый курс только не ғана шығады. Женская энергия, женское началоға оралу. Өте түсінікті дейді. Сақталама эфир. Сақтауға тырысамын. Проект X-қа ешкім жазбай жатыр дейді номерға. Достар, біздің номерға бар ғой, бізде екі менеджер үлгермейді. О жақтағы жазылатын смс-тар: шашым түсіп жатыр, тырнағым ауырып жатыр, түсімде мынандай түс көрдім, күйеуім маған ұрысты, не үшін, мамамен арамда не карма, кеше бір баланы көріп қалып едім, екеуміздің болашағымыз не болады. Осындай сұрақтарды жаза береді адамдар. И сондай сообщениялардың арасынан біз адамдарды таппай қаламыз, қажетті адамдарды. И сосын маған түнгі уақытта звондамаңыздар. Түнгі сағат 1-де, 2-де инстаграмнан звондайтын не әдет, құрсын. 14-ті болатын сабақ тегін болады. Тегін жасаймыз, ақпараттарды айтамыз. И тоже ол жерде техникалар болады. Ешқандай курс проекттен өтпей ояну мүмкін бе? Мүмкін. Омыртқам ашып отырды дейді. Дәрі көмек бермей жатыр. Я уже лекарстволар көмек бермейді. Чуть, ладно, ол туралы айтпай қойын, қазір страх көтеріледі. Осылай инстаграмда болады 14 күнгі сабақ. Оған жазылудың қажеті жоқ. Инстаграмнан кіріп, инстаграмнан көресіздер. Махаббат туралы, ғашықтық туралы, қарым-қатынас туралы айтатын боламыз. Ат-етек қысқанда қалай жеңілдету мүмкін? Значит, бір нәрсені түсінбей жатырсыз, бір нәрседен қашып тұрсыз, иллюзияда тұрсыз. Олар ат-етектің де, жоғары күштердің де, Құдайдың да мақсаты адамды қысып, қылқындырып, қинау емес. Немене дірілдеп жатыр? Бетін свет дірілдеп жатыр. Чистка жасау көмектеседі ма әйел? Чисткада белгілі бір дәрежеде көмектеседі. Адам когда оянған кезде оған еш нәрсе керек емес. Чисткада, психологта, менде, басқаларда ешкім керек емес оянған кезде. Потому что одан андай информация алады. А пока оянғанға дейін біреудің қолынан ұстап, бірдеңе істеп шығу керек. Басында сұрағым көп еді, қазір тым жоқ деді. Терапияны бір рет өту керек па? Қандай терапия? Проект ма? Проектіні бір-ақ рет өтесіздер өмірлеріңізде, бір-ақ рет. Ол жаққа қайта-қайта келудің қажеті жоқ.
14 күні қашан болатын әлі белгілеген жоқпын. Наверное, кешке қарай болатын шығар. Жоба X-тан өткен 2 жыл бұрын тағы өтуге болады ма? Жоқ. Құдайға тапсырып үйрене бастадым деді. Соңғы рет қашан ауырғанымды не помню, кеше шекемді тесіп бірдеңе істеді, бүгін конъюнктивит болып тұрмын. Астрал аурулармен байланысты ма? Жоқ, астрал аурумен байланысты емес. Это, наверное, загрузка. Загрузка болғанда, знаете, тело қалай ауырады? Бүкіл жерің деген андай. Генетика отқан сияқты ауырады. Ондай аурулар да болады. X-проект деген не дейді? X-проект біз жасайтын терапия деп айтайын ба, проект. Ол бізге аян арқылы, түс арқылы құрастырылған. Ол душаның уровеньда жүреді. Негізі X-проект туралы ақпараттар көп. Женская энергия курсы қашан болады? 8 март күні болады. 8 мартқа бірақ көбісі бос болмайды. 9 или 7 күні қоямыз. Қыздар, сол курсқа жазылсаңыздар болады. Сол курс қазір бізде бар. Ал анау курстардың барлығын мен алып тастадым продажадан. Ол жерде біз әйелдік негізге оралу туралы айтатын боламыз. Сол курсты капец күтіп жүрмін өзімше. Өте керемет ақпараттар болады ол жерде. Әйелдік негізге оралу, әйелдің обастағы бейнесі, обастағы формасы қандай болған, қалай искажаться етіп кеткен, етеккір не үшін келеді, не үшін овуляция болады, не үшін жыныстық қатынас кезінде порталдар ашылады, етеккір кезінде қандай техникалар жасауға болады деген сияқты тақырыптарды ұсынамын ол жерде. Так, сосын қараңыздар, мен алдындағы эфирді шығардым ғой, сол жерде айттым ғой, кажется, сол женский курс туралы. Сол курстан бір кісі комментарий жазып қойыпты. Мен айттым да, ол жерде қыздарыңызды, сексуальный энергияларыңызды продавать етпеңіздер. Олар айфоннан да, күйеулеріңіздің сізге берген сыйлықтарынан да құнды дүние. Оны олай продавать етпеу керек деп солай айтсам, бір кісі жазыпты да. Я, дұрыс айтасыз, қазір қыздар деген махыр деп шығарып алған, қайдағы жоқ дүниені. Нафиг оларға махыр керек, өздерін сатып дейді. Жаным апай, қыздар деген энергиясын махырдың миллионын берсеңіздер де өте алмайтын энергия. Мен ол жерде М деген әріпті аузыма да алған жоқпын. Видите, қалай информация искажается. Сосын ол кісі тұрады да, ертең Диана сөйтіп айтқан, махыр сұрамаңдар деп айтқан, деп сөйтіп шығады. Мен ол жерде вообще ондай нәрсені айтқан жоқпын. И каждый адам өзінің фильтрына байланысты солай принимать етіп алады информацияны. Махыр, ақша, дүние деген нәрсені просто так сіз бар болғаныңыз үшін сол нәрсені заслуживать етесіз. Оны сізді заслуживать ету үшін барып женская энергияны качать етудің, бір сексуальный приемдарды үйренудің дым қажеті жоқ. Вы это уже дүниеге әйел болып келдіңіз ба? Ол сізге берілу керек нәрсе. Әйелдік энергия оның бәрінен де выше. Махырдан да бәрінен де выше. Мен сол нәрсені айтқам. Ол кісі ондай махыр туралы бір нәрсені сұрамасын қыздар бірдеңке деген сияқты искажать етіп. Видите, бүкіл нәрсе солай искажается. Дін де солай искажаться етілген. Жоғарыдан келетін информация да солай искажаться етеді. И мен қазір айтып отқан нәрсенің өзін, каждый мына жерде 450 адам отыр ма, 450 адам 450 түрлі түсінеді да, 450 түрлі қылып өзгелерге жеткізеді. Ана бір нәрсе бар ғой, әркім өз өсегін өзі таратсыншы, сіздердің өсектеріңізде мен өзімді жаман адам сезініп кеттім деген сияқты. Вот так. Умай деген курс, ол женская энергия туралы курс. Сол жерде айтылатын болады информацияның барлығы. Жатыр жоқ болса да әйелдік энергия болады. Жатырдың жоқ болуы в основном ол кармический. Или настолько телаңды унижать етіп тастағансың, насколько сен тірі өлік болып жүрсің, и сол кезде адам теланың алдында хақысынан айырылып кетеді. Так, ендеше 26 ақпан күні Астанада болатын форумға келесіз бе дейді. Ол қандай форум? Білмеймін, мен ешқандай форумға бармаймын.
аутист даун балалардың ата-анасы өмірден өткенде оларды кім қарайды? Қалай өмір сүреді ондайлар? Олардың обеспечивать ететін адам по контракту келеді. По-любому олар адамдар. Ол адамда біреу қарайды. Контракт бойынша кім келісіп келді, сол. Сәлеметсіз бе, 1 сағат ұйықта қаппын дейді. Ұйқыңыз қанды ма? Курс 22 000 теңге тұрады, умай курсы. 22 222 теңге. Сосын осы жылы тоже біз максимум береміз. И мен больше андай арзан курстар жасамаймын. Потому что ата-ана және ерекше бала курсын мен 5000 теңгеге берген едім. Сол кезде маған, неғып 5000 теңгеге беріп жатырсың, одан да төмен бермейсің ба, берген нәрсең осы ма деп айтқан адамдар болды. Поэтому мен ондай полямен жұмыс жасағым келмейді. И ондай поля арзан дүниенің құны болмайды. Осы курс последний 22 222 теңге болады. Я хочу, чтобы бұл курсты неге ондай бағаға қойдым. Хочу, чтобы көп адам алып, көп әйел өзіне позволять етіп, сол жерден бір нәрсе түсінгенін. Одан кейін курстар уже 100 000 үстінде болады. 5 адам алса да, нормальный адам алсын зато. Браслет тастарды әл адам ала береді. Я энергияңыз бойынша таңдап беремін. Бірақ қазір продавать етпейміз аудио, потому что азамат шаршап кеткен деп айтты. Диана, контракт по сексуальным связям. Как? Контракт туралы, оны тоже неде умайда айтам. Жатырды тазалайтын техникалар беремін. Курс 1 күн болады. Ол жерде тоже техникалар болады. Бізде негізі сексуальный қарым-қатынас бұл самый сакральный нәрсе. И адам белгілі бір адаммен жыныстық қатынасқа түскен кезде сол тектің, сол бірінші адамның физикасында не бар, мына физикада не бар, соны алады. Блок бар ма, блокты алады. Боль бар ма, больді алады. Одан кейін екінші энергетикалық тұрғыда энергетикасында не бар ол адамның? Жыны бар ма, бес бар ма, родовой бес бар ма, қарғыс бар ма, дуа бар ма, барлығын алады. Одан кейін сана деңгейінде, санасында қандай травма бар, барлығын алады. Одан кейін рухани деңгейде, одан кейін карма деңгейінде, прошлое воплощениялармен связаны карма деңгейімен екі партнер бір-бірімен полностью алысады бірінен бірін. И сол кезде екі адамның ортасында канал пайда болады. Сен ол адаммен бір күн қосылдың да кетіп қалдың, бірақ мына канал сенде мәңгі тұрады. И ана адам, ана жақта жүріп біреуден қарғыс алып жатыр ма, сен ол адам ұмытып та қалғасын, даже атын да білмеуің мүмкін. Ана адам ана жақтан қарғыс алып жатыр ма, энергетикалық тұрғыда ол саған ықпал етіп тұрады. Поэтому жыныстық энергия ол өте таза болуы керек, өте бір сакральный дүние. Алтай Серікбай мощь дейді. Я Алтайды я тоже обожаю. Алтайды мен білмейтінмін. Сосын маған бір кісілер жібере бастады. Потом мен ол кісіні түсімде көрдім. 3 рет па, 4 рет па түсімде көрдім. Потом ол кісінің несіне бардым, антитренингқа. Ол кісінің энергиясы кайф. Но барлық адам ол поляға кіре алмайды. Ол жерге 18 жастағы қызды апарсам болады ма? Ол онлайн болады. Ешқайда апармайсыз. Алып берсеңіз болады. Неге айдаладағы адам есіме түсе береді күнде прям. Энергетический какой-то бір связь незавершенный. Сосын біз завершать етіп кетпейміз. Например, күйеуіміз екеуміз ұрыстық та, екеуміз айырылысып кете салдық. И мынау күйеуіммен болды, тоқтады деп сөйлесіп завершать етпеген кезде ол тоже поляда тұра береді. Спорт туралы айтыңыз дейді, спортпен айналысыңыздар. Болашақта біз только теломызға қарап отырмыз. Теломызды мына жерім мынандай, бүйтіп мына жері шығып кетіпті, апарып кесіріп тастайын, мына жерімді бүйтіп тастайын, емшек салдырып алайын, көтемді үрлетіп алайын, мына жерім ұнамай тұр деп емес, махаббатпен қарайтын боламыз. Так, достар, енді біз техника жасаймыз. Бұл техника кішкене ауырлау техника болады. Бұл жерде қазір сіздерге теланың энергиясы қатты кетеді. Өздеріңізге білінбеуі мүмкін, бірақ теланың энергиясы прям қатты кететін болады. Бұл техниканы мен бір курста бергем, соны қазір сіздерге қайталап беремін. Теланы, жалпы бізде любой эмоция максимум пикка дейін 5 минут қана болады.
И біз сол 5 минут проживать етуден қашамыз да оны 50 жылға созып жүреміз. Поэтому нетеміз техниканы қазір теломызбен жасайтын боламыз и өтпей қалған эмоциялармен жасайтын боламыз. Аяқ ауырларға да бәріне болады, я. Так. Жиырма екінші наурызда умай курсы болмайды. Ол 8 мартта болады. Бірінші мен Люпілді жасаймын. Люпіл ол тегін проект. Осы тікелей эфирде болады. Сосын біз о жерде қарым-қатынас, отношения туралы, кармический партнерлар, космический партнерлар, не үшін зависимый отношения болады, не үшін біз адамды вообще жақсы көреміз, не үшін махаббат сезімі болады, жалпы не искаженный махаббат дегеніміз не деген сияқты дүниелерді талқылаймыз. Одан кейін о жерде тоже бір какой-то техника беремін. Сол техникаларды жасаймыз. Сол махаббат күніне орай Люпіл жобасы болады. Бір күндік жоба. Одан кейін тоже 8 мартта жаңағы умай жобасы болады. Ол платный болады. 22.222 теңге тұрады. О жерде біз әйелдік қарым-қатынас, этика туралы, жаңағы сексуальный энергия туралы, овуляция туралы, сондай бір әйелдерге арналған курс умай деп тұр ғой өзінің аты. 8 мартта болады. Одан кейін жазда менде бір проект шығады. Мынау умай, бұл богинялардың энергиясымен жасалған. Умай деген кісі тоже бізде киелі богиня ғой. Осы богинялардың энергиясымен құрастырып жасалған. И богинялардың өзінің әйелдік энергияларын сақтау үшін қандай техникалар жасаған, сол техникаларды сіздермен бөлісетін боламын. Одан кейін барып менде жазға таман нүкте деген проект шығады. Нүкте деген проект бұл более глубокий проект болады. Бұл чисто абсолюттің энергиясымен жүзеге асатын проект болады. Нүкте деп тұрғандай, бұл как будто последний мынау как-то проработкалардың, последний ізденістердің нүктесі қойылады. Жалпы біз нүктеден пайда боламыз ғой өзіміз. Ол более глубокий процесс болады, бірақ оның бағасы где-то 100 000 шамасында болады. Одан кейін күзде тағы бір проект болады. Оның атын пока что білмеймін. Біз биылдыққа максимально адамдармен жұмыс жасаймыз, потом уже бұндай проектлар болмайды. Даже проект X-тің өзін көп жасамаймыз. И оның бағасы 4-5 есеге көбеюі мүмкін проект X-тің бағасы, потому что біз уже басқа дүниелерге назар аударатын боламыз. Одан кейін мен болашақ туралы айтамын деп едім, жаңа ұмытып кеттім. Жалпы болашақта бізде 10 жыл уақыт аралықта переход прямындай пикқа жететін болады. Өте үлкен өзгерістер болатын болады. Физикалық әлемде де, адамдардың ішкі санасында да. Енді біз үшін чуть опасный, біздің эгомызға ұнамайтын дүниелер болуы мүмкін. Ол неизбежный процесс. Бұл бірінші кезекте экономикалық кризистар болуы мүмкін. Табиғи апаттар, самочистка болады, телода. Бірақ осы экономикалық кризистардан кейін уже біз ақшаға тәуелді болмаймыз. Уже жаңағы 3D матрица полностью құлайды сол кезде. Возможно, енді қазір и так бұл нәрсенің бәрі болып отыр, соғыстар болып отыр, табиғи апаттар болып отыр. Экономикалық кризис вообще бізде карантиннен бері әлі болып келе жатыр. Вот осындай дүниелер болуы мүмкін. И осы кризистардың әсерінен бізде андай пахазуха дүниелердің барлығы тоқтайды. Без концана тревогаңды жабу үшін киім ала беру, бір-бірімен жарыса беру деген сияқты дүниелердің барлығы тоқтайды. И андай ақшаның необходимості одан кейін азаятын болады. Бірақ қазір бізге айтып тұрғанда это возможно страшно болуы мүмкін, но это неизбежный по-любому болатын процесс. Одан кейін адамның өлімінің көбеюі. Это тоже бізде и так болып отқан процесс. Карантиннен бері қарай адамның өлімі өте қатты көбейіп жатыр. И бұл тоже болуы мүмкін. Вот. Осыны айтсаң, адамдар потом мындай жағын қарысып қалсын, бірдеңке деп айтады. Бұның бәрі по-любому болатын нәрсе. И так біз қазір экономикалық кризис кезінде өмір сүріп жатырмыз. Да.
Вот так вот. Потом болашақта осы нәрсенің бәрі аяқталғаннан кейін реально күшті болашақ бізді күтеді. Біздің душамыз үшін негізі күшті жаман деген нәрсе жоқ. Біздің эгомыз үшін ғой ол дүниенің барлығы. Болашақта бізде ИИ техникалар дамиды. Жаңа бұл біз егер оянсақ, біз ИИ-ді управлять ететін боламыз. Яғни ИИ бізге бағынышты болады. А если оянбайды таңдайтын болсақ, онда ИИ бізді басқаратын болады. Осы техникалардың әсерінен біздің бытовуханың барлығы полностью жабылады. Әртүрлі роботтар пайда болады. Таңертеңнен кешке дейін тамақ жасап, түсте жасап, кешке не жасаймын, одан кешке жасап, одан кейін ертеңгісін завтракқа не жасаймын деген нәрсенің барлығынан айырыламыз. Чисто біз сананы өсірумен, сананы үлкейтумен, денемізге көңіл бөлумен, өзімізге ұнайтын творческий нәрселермен ғана болашақта айналысатын боламыз. Әртүрлі үлкен қалалар дүниеге келеді, материктер пайда болуы мүмкін, теңіз деңгейлері өзгеруі мүмкін. Одан кейін жаңадан бұл климат өзгеріп жатыр ғой қазір. Осы климаттың өзгерісінің әсерінен басқа да бір жануарлар, әртүрлі құстар пайда болуы мүмкін, или судың астында өмір сүрген бүкілі сыртқа шығады. Басқа жерде өмір сүріп жатқан құстар бізге келеді деген сияқты. Сондай бір табиғатта да бір өте үлкен өзгерістер болады. Вот. Техниканың барлығы прям күшті дамитын болады болашақта. Поэтому балаларыңызды сол бағытқа қарай, если олардың қасиеті, қабілеті бар болса, сол жаққа қарай бұрыңыздар. Диана айтты, болашақта сол болады деп, балаңызды творчествоға келген баланы робототехникаға беріп, миын аштып, істей алмаған үшін ұрып, төбелесіп жүрмеңіздер. Давайте техника жасайық. Оянбаған адамдар бір жерде өмір сүрмейді. Адамдар жерді телолар тастап кетеді, душалары перерождаться етеді, басқа кеңістікте туылады. Біз қазір, бірақ именно какой-то периодта солай болады, біз бірге өмір сүреміз, оянбаған. Пока переход полностью жабылғанша. Достар, техника жасайық онда. Бұл техниканы жасау үшін қастарыңызда желательно ешкім болмаған дұрыс. Егер қастарыңызда біреу болатын болса, ешкім жоқ кезде істеңіздер. Жатамыз. Көзімізді жұмамыз. Болашаққа тез жеткім келіп кетті депсіз. Значит, сіз осы сәтте қашып кеткіңіз келіп тұр. Вперед кетіп қала бересіз. Деп ары қарай проводка істеп кетсең. Так, достар, мен комментарияны өшірейін. А то қазір комментарияны оқып,